Саламатсыздар ма? Көрініп тұр ма? Даусым естіліп тұр ма? Плюс қалдырыңыздар. Әсем, қош келдіңіз. Ая. Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Өткен эфирде кім қатысты? Мен өткен эфирде уәде берген едім, бір аурудың механизмін түсіндіріп беремін деп. Механизм және лечениесін. Қош келдіңіз, Ақмарал. Генлек, қош келдіңіз. Қалайсыз? Эфир уақыты кешігіп кетті. Эфир ұзақтығы бір жарым сағаттай болады. Эфир соңына дейін отырғандарға веб курсына жеңілдікпен тіркелуге мүмкіндік болады. Жақсы, өзіңіз қалайсыз, Ақмарал? Менде дайректе өте көп сообщение бар. Курс туралы сұрап жатқандар болса, осы эфирде мен курс жайлы да толықтай информация беремін. Сәлем, қалайсыз, Гүлназ? Жақсы. Одан кейін осы эфирде отырғандарға мен курсты жеңілдікпен алуға тағы бір жеңілдік жасаймын соңғы рет. Шарты эфирдің соңына дейін отыру керек. Эфирдің соңында мен құпия сөз айтамын. Сол құпия сөз арқылы менеджерден жеңілдік алуға болады курсқа. Жоқ, басталмады, енді бастаймыз болды. Давайте, онда бастайық. Мен обычно протоколда барлық врачтар айтатын сабақта обычно айтып жүрген нелерді айтпаймын, информациялар айтпаймын. Менің ойымша көп жас воптар, жас врачтар білмейді деген механизмдерді мен жеңіл тілмен түсіндіруге әрекет жасаймын, және сол дәрілердің әсер ету механизмі бойынша айтамын. Не үшін сіздерге аурудың даму механизмі және дәрінің әсер ету механизмін білу не үшін маңызды? Себебі сіз бірінші артериальный гипертензия деп айтқанымызда, любой ауруды айтқан кезде сіз егер механизм түсініп тұрсаңыз, сіздің ойыңызға сразу келеді. Сіз егер аурудың механизмін сіз бір рет оқып алсаңыз, ол ауру туралы мүлдем ұмытпайсыз. Неге біз неше рет оқысақ та түсінбейміз, себебі біз оны до конца түсінбейміз, механизмі не үшін болып жатқанын. Қан қысымы не үшін жоғарылайды деген сұраққа мысалы элементарно жауап бере алмайды көп врачтар. Сондықтан механизмді түсіндіремін. Одан кейін қош келдіңіз, Бағила. Қош келдіңіз, Арна, қалайсыз? Одан кейін сол механизмға қай дәрі қалай әсер етеді, біз мына дәріні не үшін назначить етіп жатырмыз, соны түсіндіретін боламын. Және сіздерде уверенность пайда болады. Себебі сіз лечение жасаған кезде уже қорықпай жазасыз да. Көп врачтар жүректің препараттарын, қан айналым жүйесіне әсер ететін препараттар жазуға қорқады. Кардиологқа жібере салады лучше. Қош келдіңіз, Мақпал, қалайсыз? Давайте онда бастай береміз. Эфир сақталмай ма точно білмеймін. Сетке қарай көреміз, сақталмай қалуы да мүмкін. Өткендегі эфирде бірінші дауыс шықпай қалды, одан кейін біз настройкасын дұрыстап әрең шығардық. Солай шықпай қалуы мүмкін. Соның үшін соңына дейін қараңыздар. Онда бастаймыз. Ең бірінші артериальный гипертензия дегеніміз не? Мен слишком нөлден басып түсіндірмеймін. Мысалы, қан қысымды барлығымыз білеміз, иә? Үлкен қан айналым, кіші қан айналым, артериал қан тамыр және венозды қан тамыр деген сияқты, иә? Именно бұл жерде артериальный гипертензия дегенде артериялық қан тамыр, именно артериал қан тамырдың ішіндегі қанның қысымын айтады. Артериал қан тамырлар қандай қызмет атқарады бізде? Жүректен шыққан құрамында кислород бар қанды тікандерге, мен негізі суреттермен дайындаймын деген едім, үлгермей қалдым да, ауырып қалған соң. Даусымда қазір жуанып шығып тұр.
кислородқа қаныққан қанды жүректен, аортадан шығады, аортадан жүректен шығып, барлық ткандерге кислородты тасымалдайтын қан тамырды біз артерия деп айтамыз, Енді артериялық қан қысым дегеніміз не? Артериялық қан қысым дегеніміз мынау тамыр, мен қазір грубо болып кететін шығар, білмеймін. Қолмен көрсете берейін, Мысалы, шланганы көз алдыларыңызға келтіріңіздер. Мен обычно курста шлангымен көрсеткенмін. Шланга тұр, Бұл қан тамыр деп есептеңіз. Мынау жүрек. Мына жерде шлангыда аорта шыққан, қан тамыр шыққан. Енді мынау жүрек соққан, жүрек жиырылған кезде мынаның ішіндегі қан, мына қан тамырға өтеді, Қан тамырдың ішіне өтеді. Мынау қан тамыр арқылы қан жүреді. Сол қан жүріп жатқан қанның мынау қан тамырдың қабырғасына түсіріп тұрған қысымын айтамыз. Осы жер түсінікті ма? Мысалы, шланга болса, қан мына жақтан напормен келіп жатқан болса, мынау шлангыды былай жарып жіберетін сияқты үлкен напормен жүреді, қысыммен жүреді ішінде. Ал енді келе жатқан суымыз өте аз болса, мысалы, келе жатқан су өте аз мөлшерде болса, онда асықпай жай өтеді, және ол жерде қысым өте төмен болады. Осы жер түсінікті болды ма? Осы жер өте маңызды. Осы жерді түсініп алсаңыздар, уже полный сабақ түсінесіздер. Уже даже қиын емес. Значит, мынау қан тамыр тұр. Қан тамырдың ішінен қан ағып келіп жатыр. Сол мынаның ішінде қаншалықты қысыммен жүріп жатыр, соны біз қан қысымы деп айтамыз. Ал енді артериальный гипертензия деген ауру именно сол қан тамырдың ішінде жүріп жатқан қанның, жүріп жатқан қысымының жоғарылауын айтамыз. Бізде барлығымызда, мысалы, бізде қазір давление жоқ, Менде қан тамырларында қан нормально жүріп жатыр, ал АГ-мен ауыратын пациенттерде егер дәрі ішпесе, онда сол қысыммен жүреді. Енді бұл не үшін маңызды, АГ не үшін маңызды? Себебі сіздерге бір күнде 5-6 пациент күнде давлениемен келеді. Сіздер мынаны жақсылап түсініп алсаңыздар, уже жұмысқа барған кезде 20 пациенттің 6-10 уже мен проблемасын шештім деп есептейсіздер. Сіздер егер түсінікті болып жатса, плюс қалдырыңыздар. Мен егер түсініксіз болса, мен более ашып түсіндірем. Негізі өте ұзақ тақырып бұл. Егер қызықты болып жатса, осылай майдалап түсіндіріп жатқан, ұнап жатқан болса, плюс қалдырып отырсаңыздар, мен соған қарай түсіндірем. Әртүрлі айтуға болады негіз. Значит, осылай неғып түсіндіреміз, майдалап. Енді сол қанның ішінде жүріп жатқан қанның қысымының жоғарылауын біз артериальный гипертензия деп айтамыз. Енді ар жақтан сіздер протоколдан уже оқи бересіздер. Негізі мына жерді ешкім түсіндірмейді просто бізге. Мен бағана протоколды скриншот жасап алғам, қазір көрейін, егер шықса протоколды қоямын мына жерге. Мынау протокол. АГ протокол деп жазсаңыздар шығады. Енді артериальный гипертензия дегеніміз, енді ғылыми атаумен айтсақ, былай түсініп алдық механизміне, ғылыми атаумен айтсақ, артериялық қан қысымның тұрақты түрде 140-90-нан жоғарылауын айтамыз. Бұл жерде главный сөз тұрақты түрде. Бір рет стресс болып, қатты стресс болып, бір жағдай болып, давление бірден жоғарылап кетсе, біз давлениясын пациент өлшейміз. Сізде приемға келді, бір жағдай болды. Сіз өлшедіңіз, давлениясы жоғарылап тұр, 160-100 деген сияқты. Сіз сразу давление диагноз қоймайсыз. Давление диагноз қою үшін тұрақты түрде жоғары болу керек. Ал енді диагноз қоюдың несі? Пациент сізге приемға келді, сіз давлениясын өлшеген кезде, давлениясы 140-90-нан жоғары болса, онда екі қолдан өлшейсіз. Бірінші давлениені өлшеу үшін, бірінші пациент кірген кезде, көбінесе екінші, үшінші этажда отырсаңыз, онда бірінші лестницамен шыққан болса, егер жүрегі қатты соғып тұрған болса, пациент қобалжып тұрған болса, ентігіп тұрған болса, бірінші отқызып, 10 минут бойы пациентті тыныштық жағдайда отыруын сұраймыз. Қош келдіңіздер. Дана бізде, Айдос, тағы кім қосылды? Айда, Ая. Қош келдіңіздер. Біз енді бастап жатырмыз эфирді. Енді пациент
келген кезде осылай тыныштықта отырады. Одан кейін қысып тұрмайтын киімін, сырт киімін шештіресіздер. Одан кейін қолын міндетті түрде столға қоясыздар. Былай көтеріп тұрып өлшемейміз, столға қоясыз. Одан кейін оң қолда давлениясын өлшейсіз бірінші. Егер 140/90-нан жоғары болса, онда сол қолын өлшейміз. Екі қолда да жоғары болып тұр, иә. Негізі егер бір қолында жоғары, екінші қолында төмен болса, жоғарысын есептейміз. Одан кейін 10 минуттан кейін қайтадан өлшейсіз. Енді осы жерде егер бізде пациент өте көп болса, очередь болып тұрса, пациенттер жалып жасап солай болса, онда жаңағы давлениясы жоғары пациентті сіз сыртқа шығарып отырғызасыз бірінші. Бұл мен қазір мүлдем давление диагноз қойылмаған бірінші рет келіп тұрған пациенттер туралы айтып жатырмын. Қазір уже учетта тұратын пациенттерді мен кейін айтамын. Солай бірінші давлениясы жоғары болып тұр, сізге келген пациент сыртқа шығып отыра тұрады, 10 минуттан кейін кіреді, қайтадан өлшейсіз. Егер қайтадан 140/90-нан жоғары болып тұрса, сәлеметсіз бе, онда қайтадан шығарып 3-ші рет өлшейсіз. Кемінде 3 рет, осылай жазылған, иә, осыны жазып қойыңыздар. Кемінде 3 рет өлшеген кезде, екі қолдан бірдей 3 рет өлшеген кезде давленияның 140/90-нан жоғары болуын біз артериальный гипертензия деп айтамыз. Артериальный гипертензияға бұл кезде күдік болады сізде. И дальше біз зерттеуге жібереміз. Зерттеулерді мен кейін айтам. Енді мен сетке байланысты көремін. Кейде дауыс шықпай, эфирдің дауысы сақталмай қалады. Сондықтан соңына дейін отыруға әрекет жасаңыздар. Сосын біз пациентті уже күдік болады, одан кейін дальше біз обследованияға жібереміз, иә. Енді осы жерде егер пациент кірген кезде давлениясы бас қатты ауырып тұр, өзін нашар сезінеді, давлениясы 180, одан немесе 190, даже 160-ның өзін нашар сезінетіндер бар, немесе 200 болып кеткен болса, онда ол пациентті біз инсульт алу қаупі бар, иә. Сондықтан сразу бірінші давлениясын түсіріп аламыз, каптоприл беріп, лечениясын біз кейін айтамыз. Енді уже күдік болады. Ал енді давленияның осындай түрлері бар да, гипертония белого халата, ақ халатты гипертония және маскалық гипертония деген. Ақ халатты гипертония дегеніміз не? Мысалы, пациент ешқандай шағымсыз, басқа бір заболевание, басқа бір повод, справка бірдеңемен сізге келді, немесе медосмотрға келді, учетта тұрмайды, ешқандай жалып жоқ. Бірақ сіз давлениясын өлшеп, запись жазамыз ғой, сол кезде давлениясын өлшесеңіз, давлениясы 140/90-нан жоғары болып тұрады да. И ол кезде сіз пациенттен сұрайсыз, сіз учетта тұрасыз ба, сіздің басыңыз ауыра ма, сіз үйде давленияңызды өлшедіңіз ба, давленияңыз жоғарылай ма деген сұрақтар қоямыз. Егер пациент мүлдем давлениеге ешқандай қатысым жоқ деп, ондай менде ешқандай шағым жоқ, менде болмаған, дәрі ішпеймін деп айтса, онда бұл пациентте гипертония, ақ халатты гипертония болуы мүмкін. Бұл не деген сөз? Бұл пациентте ешқандай давление жоқ, пациентте даже жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары пайда болуына әсер ететін қауіп факторлар жоқ. Мысалы, семіздік, одан кейін семейный анамнезді давленияның бұл жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары бар. Оны протоколдан оқып алса, сондай қауіп факторлар: курение, алкоголь, одан кейін холестериннің жоғары болуы, артық салмақты айттық, гиперлипидемия, липидтердің бұзылысы, сондайлар жоқ. Дені сау адамда солай давление жоғары болып тұрса, онда ол ақ халатты гипертония болуы мүмкін. Бұл жағдайда біз пациентті сматқа жібереміз. Қазір обследование туралы тағы айтам. Ал енді маскалық гипертония дегеніміз не? Пациент үйінде давлениясын өлшейді, пациентте давление жоғары, пациенттің үйде бас ауырады үнемі. Ал сізге приемға келген кезде пациент айтады, өлшеп көресіз, давлениясы нормальный. Сіз 3 рет өлшеп көрдіңіз, екі қолдан да барлық нормальный болып тұр, бірақ пациенттің айтуы бойынша оның давлениясы бар. Бұл кезде маскалық гипертония, яғни сіздің алдыңызда былай маскированный болып тұр да, ол давление көрінбей тұр. Бұл екі жағдайда біз сматқа жібереміз. Енді осы жерде мен сматты қысқаша айтып өтейін. Смат дегеніміз бұл сутка бойы давленияны бақылау. Яғни пациентке осы давление өлшейтін аппарат бар ғой, соны сутка бойы асып қояды. Сіз медсестраға айтасыз, медсестра обследованияға жібереді, және сутка бойы пациенттің давлениясы өлшеніп отырады. Ол қалай жасайды? Аппарат әр күндізі, әр 15 минут сайын давленияны автоматически өлшеп отырады. Ал енді түнде әр жарты сағат сайын өлшеп отырады, және оның сматтың результатын сізге қағазын алып келген кезде қарасаңыздар, бұл жерде средний ең жоғары показатель бар. Ең жоғары күн бойы, сутка бойы ең жоғары давление қанша болды, ең төменгі қанша болды. Мысалы, пациент ұйықтаған кезде көбірек төмен болады, иә. Одан кейін средний. Енді біз бұл жерде егер бірінші давлениемен келіп тұрған пациент болса, біз онда ең жоғарына қараймыз.
пациенттің мысалы 2-3 рет давлениесі жоғарылаған болса, уже бұл пациентте давленияға күдік бар, иә. Ал енді уже лечение алып жүрген, уже учетта тұратын пациент егер смат өтсе, біз бұл естіліп тұр ма қыздар? Плюс қалдырыңыздар, менде қатып қалды. Егер дәрі ішіп жүрген пациент, учетта тұратын пациент болса, онда біз средний показательға көбірек қараймыз. Средний показатель бұл дәрілер қалай әсер етіп жатыр, давлениені қалай көрсетіп тұр, ұстап тұр, соған қараймыз да. Сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Әлі тез айтып кеттім ба көп информацияны? Енді мен давленияның не екенін және давленияның 2 түрін айттым. Енді сонымен қоса давленияның патогенезіне байланысты түрлері бар. Бұл эссенциалды гипертензия, одан кейін екіншілік гипертония. Эссенциалды гипертензия бұл именно қан тамырлардағы қан қысымның, қан тамырдың ішінде жүріп жатқан қанның қандай қысыммен жүретініне әсер ететін нелер бар да, механизмдер бар да. Қазір оларды айтам, 3-4 механизм бар. Сол механизмдердің функциясы бұзылған кезде артериальный гипертензия пайда болса, бұл оны эссенциалды гипертензия деп айтамыз. Негізі давлениялардың 90% эссенциалды гипертензия болады. Ал енді 10% ол вторичный гипертензия. Вторичный гипертензия дегеніміз бұл қандай да бір аурудың әсерінен ағзада давление бір симптом ретінде жоғарылап кетіп жатыр. Яғни сіз екіншілік вторичный давленияны сіз лечение етсеңіз, онда давление өзінен өзі реттеледі. Яғни бұл жерде давленияны реттеп отыратын механизмдерде ешқандай өзгеріс, патология жоқ. Қандай да бір себеп болып тұр, сондықтан. Ал енді біз бұл эфирде эссенциалды гипертензияны талдаймыз. Қашан сіздер екіншілік гипертензияға күдіктенесіздер, егер пациентте ешқандай қауіп факторлар жоқ, пациент жасы өте жас, мысалы 30-ға жетпеген, 35 сондай жастағы пациент 200 мен давлениемен келсе, онда сіз бірінші кезекте пациентте вторичный гипертензия емес па деп күдіктеніп жібересіз. Вторичный гипертензия 90% жағдайда бүйректің ауруларына байланысты болады. Бүйректің және эндокринологиялық ауруларға байланысты болады. Ол туралы біз бұл жерде айтпаймыз. Біз эссенциалды гипертензия бойынша айтамыз. Сізге келген пациенттің 99% осы біріншілік гипертензиямен келеді. Енді біріншілік гипертензия не үшін пайда болады? Соның механизмін айтамын. Өздеріңіз кітаптан оқып аласыздар, не әсер етеді? Андай стресс, майлы тамақ, тағы нелер бар? Обычно біз сабақта солай айтып құтылатын едік қой, сабақты тез айтып, иә. Қош келдіңіздер, енді қосылып жатқан екенбіз. Механизмін енді бастап жатырмыз. Мысалы, ұмытып қалдым ғой. Черепное давление деген қатысы жоқ бұл сабаққа дейді. Жоқ, черепное давлениеға қатысы жоқ. Бұл қан тамырлардағы қан қысымға байланысты болатын артериальный гипертензия туралы айтамыз бұл сабақта. Енді давление не үшін жоғарылайды? Мен жаңа айтып жатқаным, сіздер өздеріңіз сабақтан, протокол, басқа жерлерден қарап аласыздар. Мысалы, нелер бар ғой? Жаңағы аз қимылдау, курение, алкоголь, одан кейін 55 жастан асуы, әйелдердің 60 жастан асуы, липидемия, холестерин, солардан давление келіп шығады деп. Ал мен бұл жерде қандай механизммен давление болатынын айтамын. Ең бірінші бұл давленияны жоғарлатуға бағыт. Мысалы, мына сурет үлкеймейді екен ғой. Мына жерде суретті қарасаңыздар, хеморецептор деп стрелка қойылып тұрған, иә. Аорта, дуга аорты, қазақша мен негізі орысша оқимын, сол үшін атауларын қазақша онша білмеймін. Аортаның былай жүректен шыққан жерінде, сол жерде қан тамырлардың ішінде рецепторлар орналасады. Рецептор дегенімізде мидан әртүрлі бір организмдер бір-біріне сигнал береді ғой, иә, сол сигналдарды қабылдап алатын рецепторларды біз неше түрлі рецептор бар, бета-адренорецепторлар, альфа-адренорецептор бар, одан кейін хеморецептор деген сияқты рецепторлар бар, иә. Сол сияқты аортаның жүректен шыққан жерде хеморецепторлар орналасады. Бұлар хеморецепторлар организмда кислород азайған кезде активтенеді. Яғни, қан тамырдың, жаңа біз организмдағы қандағы
кислород қанша екенін анықтау, ол негізі нормада 99-100% болу керек, қан болу керек. Оны біз пульсоксиметр арқылы өлшейміз, ол туралы айтпаймыз. Негізі қанның құрамындағы кислородтың мөлшерінің азайған кезде, мына механизм туралы мен басынан бастап айтайын. Бұл механизм организмде давление төмендеп кеткен кезде давленияны жоғарылатуға бағытталған норма механизм бұл. Енді қанда кислород азайып кетті. Қанда кислород азайған кезде аортаның дуга аорты деп айтады, сол жерде хеморецепторлар орналасқан. Сол хеморецепторлар активтенеді. Және хеморецепторлар активтенген кезде ол сопақша миға сигнал береді. Ол жерден импульс шығады, ол мидағы мына сарымен көрсетіп тұр, стрелка бар. Сол сары болып көрсетіп тұрған сопақша миға барып, ол жерде тамырларды қозғалтқыш центр сосудо-двигательный центр деп айтады да, тамырларды қозғалтқыш центр бар. Яғни тамырлардың жиырылып босаңсуына әсер етеді сол жерде. Сопақша мида центр. Соған әсер еткен кезде ол сопақша мидан импульс шығады. Ол импульс барып, мына жақта уже стрелка көрініп тұр. Түсінікті болып жатыр ма? Сары жерден, мидың сары бөлігінен, сопақша мидан стрелка шығып, мына жерде жұлынға барған. Жұлынға барған кезде, жұлынға барып, ол жерге импульс сигнал барады. Және ол жерден ол симпатикалық нерв жүйесін активтейді. Симпатикалық жұлынға барғаннан кейін, ол симпатикалық нерв жүйесін активтегеннен кейін, ол жерден норадреналин бөлінеді. Организмде норадреналин бөлініп бастайды. Ал норадреналин бөлінген кезде, мен қазір комментарийін өшіремін, себебі мен әр не келген кезде шатасып кетіп жатырмын қазір. Комментарийін қалай өшіреді, білесіздер ма, қыздар? Мен даусым естіліп тұр ма? Жарайды, айта берейік, мен комментарийін өшіре алмадым. Тамырларды қозғалтқыш центрға импульс барғаннан кейін, ол жерден импульс шығып, жұлынға барады, және жұлында ол жерде қоздырғаннан кейін, ол жерде организмде норадреналин бөлініп бастайды. Ал норадреналин бізде ол бета-адреналин рецепторлармен әрекеттеседі. Бета-адреналин рецептор, бағана мен айттым ғой, организмнің әр бөлігінде рецепторлар орналасқан деп. Олар жаңағы, мысалы, мидан келіп жатыр, жүрекке барып жатыр деген сияқты мидан сигнал шыққан кезде, оларды қабылдап алушы центрлар бар да, сол қабылдап алушы рецепторларды, мысалы, жүректе бета-1 адреналин рецептор орналасқан. Бета-1 адреналин рецептор жүректің өзіне орналасады да, и норадреналин жаңағы бета-адреналин рецепторға әсер еткен кезде, ол жүректің соғу жиілігін күшейтеді. Яғни жүрек нормада 60 пен 90-да соғып жатқан болса, яғни егер пациентті жүрегі 70 соғып жатқан болса, ол жүректің соғу жиілігін күшейтеді. Сонымен соғу жиілігін күшейтеді және соғу күшін күшейтеді. Мына суреттерді мен стористе қойып беремін, сол жерден скриншот жасап аласыздар, қазір комментарийдан толық көрінбей тұр. Енді ол жүректің, енді осы жерде түсіну керек болады. Мынау жүрек, мына жүрек болса, мына жақтан аорта шығып жатыр. Аортаға қанды жүрек айдап береді. Енді осы жүрек нормада былай соғып тұр да, ал енді норадреналин бөлінген кезде мына жүректің ішінде орналасқан бета-адреналин рецепторларға әсер етіп, оны қоздырады да, и ол тітіркеннен кейін жүрек бірден тез соғып бастайды. Енді ойлаңыздар, мынау нормада былай соғып жатқан жүрек, мына жаққа қан шығып жатыр. Енді тез соғып бастайды, одан кейін оның күші жоғарылайды. Жүректің күші дегеніміз қандай? Мынаның ішіне келген қанны 100% алатын болсақ, соның бір жүрек жиырылған кезде неше процентін шығара алады?
соны жүректің күші деп айтамыз. Нормада ол 70-60-70 болу керек. Яғни құйған қанның бір жиырылған кезде ішіндегі қанның 70%-ін айдап шығару керек. Ал енді бізде жүректің жеткіліксіздігі ХСН ауру кезінде именно осы жүректің күші азайып кетеді. Олар 30-40-қа дейін түсіп кетеді. Ол кезде жүрекке стимулятор қояды. Яғни жүрек өздігінен жиырылу төмендеп кетеді да. Басқа темаға кетіп қалдық біз. Енді осы жүрек нормальный соғып тұр. Енді мына жақтан адренорецептор тітіркенді, норадреналин бөлінгеннен кейін тез соғып бастады. Енді қалай ойлайсыздар, логистика ойласақ, жүрек тез соғып жатыр, қатты күшпен соғып жатыр да. Бұл кезде не болуы мүмкін? Бұл кезде логически ойлайтын болсақ, мына жерден орташа қан соғып тұр, және орташа қан айналып тұр. Ал енді тез соғып бастаған, күшпен соғып бастаған кезде әрине ол қысыммен айнала бастайды. Дұрыс па? Осы жерде түсінікті болды ма? Яғни мынаның ішінде жоқ гипертрофия емес, пока мен давление айтып жатырмын. Ол уже осложнение болады гипертрофия. Просто қан қалай болады уже? Мына жерде нормально ағып тұрған қан, имен тез соғып жатыр. Бұлай ойлаңыздаршы, не бар, мысалы, просто шарды алайық, шардың ішіне су толтырып қойдық. Шарды былай қысқан кезде аздап су шығады, ал енді біз шарды тез қысып бастасақ, онда көп шығады, жидкость көп шығады. Жидкость көп шыққан, ал мына жерде бізде қантамыр тар, осы нормада бірдей ағып жатқан қантамырдың ішіне уже көп қан кетеді да, нормадағыдан көбірек қан айдалып жатыр. Сондықтан уже мынаның қантамырдың ішінде қан қысыммен аға бастайды. Жоқ, ОЦК көбеймейді бұл жерде. Бұл жерде жүрек қан қысымы артады. Кәдімгідей артериялық қан қысымы артады. Осы жер түсінікті болды ма? Яғни нормально ағып тұрған қан, жүрек тез соғып, күшпен және тез соғып бастағаннан кейін уже қан қысымы жоғарылайды. Енді бұл негізі нормальный есептелінді. Не үшін? Себебі мына жерде бізде аортада орналасқан хеморецепторлар қан тамырдың ішіндегі кислородтың азайып кеткенін байқады, Ал енді мен басында сабақ басталған кезде айттым, артериялық қан тамырдың функциясы бұл жүректен шыққан кислородқа қаныққан қанды ткандерге жеткізу. Ал енді мына жерден аортадан кеткеннен кейін ол миға барады, миға кислород қажет, және ол хеморецептор соны қарап отырады да, значит миға нормальный кислород барып жатыр ма, жоқ па? Егер миға қарап өтіп жатқан қанның составында кислород азайып кетсе, ол бірден тітіркенеді, мына жаққа сигнал береді, және жүректі тездетіп соғдырады. Ал жүрек тез соққаннан кейін ол қанды тез айдайды, және ол миға көбірек кислородқа қаныққан қанды көбірек жеткізуге әрекет жасайды. Яғни нормальный күнделікті ішіп жатқан, барып жатқан қан тамырдағы кислород азайып кеткендіктен уже көбірек қан жіберіп, сол кислородтың құрамын соның составынан алуға әрекет жасайды да. Сол жер түсінікті болды ма? Яғни бұл организмде нормальный механизмда негізі. Именно давление осы механизмдердің бұзылуынан келіп шығады. Оны қазір айтамыз. Бірінші қазір мен физиологияны айтып жатырмын. Анатомия және физиология бұл. Енді бета-адреноблокаторлар, жаңа айттым мен, жүректегі ЧСС-ті күшейтеді, жүректің соғу жиілігін, және соның дәрежесін әсерінен давление жоғарылады. Ал оның екінші норадреналиннің екінші функциясы, ол мынау қан тамыр бар ғой, сол қан тамырлардың ішінде альфа-адренорецепторлар болады. Яғни былай сіздер мен оқыған кезде былай мен көзіме сурет салам қағазға, или мен көз алдыма келтірем. Мен көз алдыма былай келтірем. Мына сосуд тұр, мен шлангыны көз алдыма келтірем. Соның ішінде точка рецепторлар орналасқан деп та. И соларды жаңағы норадреналин келет дегенде біз негіз вообще-то келет деп айтқан кезде ол қан арқылы келеді, соны түсіну керек. Қанға норадреналин бөлініп, сол қанның құрамында жүреді да, и келет та сол қан тамырдың ішіндегі альфа-адренорецепторға әсер етеді, және альфа-адренорецепторға әсер еткен кезде оның функциясы қан тамырды тарылту. Енді қазір уже жаңа механизм басында түсініп алғандар уже түсініп тұр, давление қалай жоғарылайды. Дальше не болады? Енді ойлаңыздар, бағана сіз нормальный қан қысым қалай реттелетінін білесіздер. Уже енді бізде нормальный тұрған қан тамыр іші тарылса не болады онда? Қан тамыр тарылады, и нормальный мына жақтан обычно келіп тұрған қан тамырдың ішінен өтіп, нормальный өтіп тұрған болса, ал енді біздің қан тамыр тарылып кеткеннен кейін ол қалай болады? Уже ол қысыммен жүре бастайды.
Осы жер түсінікті болды ма? Яғни шеткәрі жалпы қан тамырлардың қарсыласуының жоғарылауы деп айтады. Общий периферический сопротивление сосуды деп айтады да оның. ОПСС қысқартып. Осы жер түсінікті болды ма, қыздар? Егер сіздер осыны түсінсеңіздер, лечение вообще қиналмайсыздар. Яғни қан тамыр тарылды. Одан кейін мен бұны қыздарға курста былай түсіндірем. Мынау шлангы тұр, шлангының ішінен нормальный қан ағып тұр. Енді мына шлангыны біз қыссақ қалай болады? Шлангыны біз сыртынан қысып жатырмыз да, или аяғымен басасында шланг жатқан шлангын. И ананың ішіне қысыммен қиналып өтеді уже. Ол қиналып өткеннен кейін, значит, қысыммен жүреді, яғни давление жоғарылайды. Енді бұл норма деп айттық. Бізде кислород азайып кетті, ал сол миға көбірек кислород жеткізу үшін организм әдейі жүректі тезірек соқтырады, ал екінші мына жақтан қан тамырды тарылтады. Осы екі механизм бірге қосылған кезде қан қысымы жоғарылайды. Осы жер түсінікті болды ма? Енді уже түсінікті, осы механизм бұзылып, осы механизмнің жұмыс жасауы активтеніп, нормадан көтеріліп кеткен кезде давление де жоғарылап кетеді. Бұл бірінші механизм. Қыздар, кімге түсінікті? Енді екінші механизмді айтамын. Көбінесе біз давление жоғарылаған кезде стресс әсер етеді деп айтамыз, Стресс қалай әсер етеді? Пациентте стресс болды, немесе невроз, неврологиялық қандай да ауру, қатты бір шоковый состояние, бір андай сондай бір жағдай болды. Стресс болған кезде мидың қыртысына суреті тұр. Негізінде былай указкамен көрсетсе күшті болатын еді. Мидың қыртысы, былай сыртында тұрған ми қыртыстары, сол ми қыртыстары тітіркенеді. Негізі білсеңіздер, бізге информация, біз бірдеңе көреміз, естиміз, сезінеміз, барлығы миға сигнал болып барады, Біз былай көргенмен көзіміздің өзі оны анықтай алмайды. Ол көзден сразу миға сигнал барады, біз сол ми арқылы түсінеміз не көріп тұрғанымызды. Ол тез жұмыс жасайды да. Енді стресс болған кезде ми қыртысына әсер етеді, және ми қыртысы тітіркенген кезде ол лимбический системаны активтейді. Лимбический система бізде сигнал жібереді екі жерге, гипоталамусқа және ретикулярлы формацияға. Енді ретикулярная формация дегеніміз не? Ретикулярная формация миға түсіп жатқан әр сигнал. Мысалы, бізге миллион сигнал түседі, негізше. Мен қазір отырмын, маған мынау телефон түсіп жатыр, мына жақтан свет, мына жақтан дауыс, мына жақтан тамақтың иісі, барлық сигнал түсіп жатыр да. Енді оның барлығын басқару өте қиын. Енді ретикулярная формация дегеніміз сол, более важный, қайсы біріне мен реакция беруім керек, соны реттеп отыратын орталық. Менің қазір бар фокусым осы телефонда және сіздерге эфир етуде. Менің миымда тек артериальный гипертензия бойынша айналып жатыр да. И соны ретикулярная формация реттеп отырады. Сол жер түсінікті болды ма? Енді сонымен қоса лимбический система гипоталамусқа әсер етеді. Ана жерде гипоталамус неде көрсетілген суретте, сіздерге анық болмай тұрса, мен кейін неге қоямын. Енді гипоталамуста бізде вегетативті нерв жүйесінің центрі гипоталамус болып есептелінеді. Ол жерде симпатикалық нерв жүйесі бар және парасимпатикалық нерв жүйесі бар. Енді стресс болған кезде гипоталамуста симпатикалық нерв жүйесі активтенеді. Симпатикалық нерв жүйесі стресс кезінде активтенеді, ал парасимпатикалық нерв жүйесі тыныштық кезде активтенеді. Адам демалған кезде, ұйықтаған кезде парасимпатикалық нерв жүйесі активтенеді. Ал бізде қазір симпатикалық нерв жүйесі активтеніп тұр, ал симпатикалық нерв жүйесінен бізде сигнал келеді, яғни гипоталамустан сигнал келеді бізде мидағы тамырларды қозғалтқыш центрға. Ал ретикулярный формация тоже сосудтарды қозғалтқыш центрға әсер етеді. Осы жерге дейін түсінікті болды ма? Дальше айтам мен. Давайте, қыздар, плюс қалдырып отырыңыздар. А то мен түсініксіз деп ойлап қалам кейде. Ең қиында осы механизмдерді түсініп алсаңыз, ол дальше вообще қиын емес лечение. Қатты аттарын жаттауға әрекет жасамаңыздар. Былай мен енді қазір мен базардағы сияқты айтпайын да, стресс болды, миға келді, сигнал болды деп айтқан, ол вообще түсініксіз да, медицинский бойынша айтып жатырмын да, мен более андай
тереңдетіп. Стресс болды, ми қыртысына әсер етті. Ми қыртысы лимбетикалық системаны активтеп, ол жерден гипоталамусқа сигнал берді. Ал гипоталамуста бізде симпатикалық нерв жүйесі активтенеді. Яғни симпатикалық нерв жүйесі бізде тамырларды қозғалтқыш центрға әсер етеді. Енді бағанағы бірінші механизмді кімнің есінде? Дәл сол механизмға біз айналып келдік қайтадан. Мына жерде естеріңіздер ма? Аортада хеморецептор активтенген кезде тоже ол сосудтарды қимылдатқыш центрға әсер ететін еді, сарымен көрсетіп тұр. И даже дәл осы механизм жүреді. Жаңа стресс болды, ми қыртысы болды, одан кейін симпатикалық нерв жүйесі активтенді, одан кейін ол тамырды қозғалтқыш центрға әсер еткеннен кейін дальше сарыдан мына жаққа не тұр еді, мен көрсетіп қойғанмын, жолды жұлынға барады. И жұлында ол жерде жұлынды тітіркендіріп, организмда норадреналин бөлінеді. Ал норадреналин бөлінген кезде ол барады да жүректің соғу жиілігін күшейтеді, сонымен қоса қан тамырлар тарылтады және давление жоғарылайды. Бұл уже қиын емес, екінші механизм. Енді үшінші механизмді айтамыз. Үшінші механизм симпатоадреналевая система, САС деп айтады, САС деп айта салайын. Ол гипоталамустағы жаңа симпатикалық нерв жүйесі активтенеді. Симпатикалық нерв жүйесі барып, жаңағы надпочечник, жаңағы бүйрек үсті безіне әсер етеді. Ал бүйрек үсті безінде бізде білесіздер адреналин және норадреналин бөлінеді. Жаңа механизмнің бөле түсінікті етіп жазылған тұр ғой мынау. Адреналин және норадреналин бөлінеді және олар барып бізде бета-адрен рецепт, жаңа айтылған бета-адрен барлығы келіп сол қан тамырымен жүрекке әсер етіп жатыр, айналып келіп жатыр да әр жақтан. Мысалы, мына жерде бірінші механизмді бізде миға өтіп жатқан кислород азайғандықтан болды, ал екінші механизмда стресс болғаннан болды. Стресс болып тітіркенгеннен болды. И келеді да, олар тоже келіп бета-адрен рецепторларға жүректің ішіндегі рецепторға әсер етеді және ол жүрек тез соғып бастайды, сондан қан қысым жоғарылап кетеді. Және ол бараттағы қан тамырлардағы рецепторға әсер етеді және қан тамыр тарылады. Сондықтан давление жоғарылайды. Бұл уже бізде үшінші механизм. Одан кейін бізде тағы бір соңғы механизм қалды. Мысалы, жаңа мен айтқам, мысалы енді пациентте ойлаңыздар, остеохондроз, шейный остеохондроз бар. Хондроз туралы толық айтпаймын. Бұл жерде шейный остеохондроз кезінде жаңағы не бар ғой, омыртқалардың арасындағы дисктер зақымданады, сол жерде омыртқаның арасында бізде негіз қиын, қазір бірінші рет естіп тұрған соң қиын, қайта көрсеңіз түсінікті болады. Мынау жаңағы дисктердің арасынан жаңа бізде жұлын өтеді, сол жұлынны мынау омыртқалар бір-біріне қысылған кезде, остеохондроз кезінде ол жерде жұлында қысылады, қан тамырлар, нервтер қысылады. Шейный остеохондроз кезінде өте қатты бас ауырсыну болады пациентте. И сол кезде сонымен қоса гипертонус мышцы болуы мүмкін, немесе сол жердегі нервтің немесе қан тамырлардан қысылу болуы мүмкін. Сол жағдайда позвоночная артерия барда, жаңағы жұлынның артынан неге қарай, миға қарай өтетін. Сол жерде позвоночная артерияда бізде дыхательный кислород азайып кеткен кезде ол жерде дыхательный центр бар. Яғни миға өтіп жатқан кислородтың қаншалықты кислородқа қаныққан екенін білдіреді. Яғни ол жерде егер кислород азайып кетсе, яғни мынау қысылып қалғаннан кейін қан аз өтеді және кислород азайып кетеді, миға өтетін, пациентте бас ауыру болады. Сол жағдайда дыхательный центр активтенеді, ол тоже барып гипоталамустағы жаңағы тамырларды қозғалтқыш центрға әсер етеді. И оны сіздер уже дальше бересіздер, жұлынға сигнал береді және ол барып норадреналинді бөледі. Норадреналин бараттағын жүректі тезірек соқтырып, қан тамырлары тарылтады. Осы жер түсінікті болды ма? Қазір мен үш механизмді айттым, үшеуінің де басы басқаша, соңы бірдей. Барлығы айналып келіп, тамырларды тарылтқыш центрға келіп жатыр да сигнал. И дальше ар жағына бірдей давлениені жоғарылап жатыр. Осы жерге дейін түсінікті болса, егер мен келесі механизмді түсіндіремін. Ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесін. Плюс қалдырамыз, түсінікті болып жатыр ма? Әлде одан да қарапайым түсіндірейін ба? Түсінікті дейді Гүлназ.
сіздерге мысалы мен өзім солай былай стресс болса давление жоғарылап кетеді, кислород азайса, ішіне хондроз болса, қан тамыр тарылса давление болады десе, мен оны вообще қабылдай алмаймын да. Мен оны түсінуім керек неге деп до конца. Солай мен солай оқысам кейін ұмытпаймын вообще информацияны. Ал егер былайша сіздер солай жаттап алсаңыздар да болады. Бірақ ең главный ренин ангиотензин альдостерон жүйесін түсіну керек. Ренин ангиотензин альдостерон жүйесі бізде ең негізгі давленияны реттеуші система болып табылады. Енді бұл қалай болады? Ангиотензиноген дегеніміз бұл белок. Біз тамақ жеген кезде, құрамында белок бар тағамдарды жеген кезде, ол белоктар барып, белок қалай болады? Мысалы мен тамақтандым, ол өңештен өтті, асқазанға түсті, қорытылды, асқазаннан ішекке өтті, ішекте сіңірілді, амин қышқылдарға дейін ыдырап сіңіріледі. Одан кейін қан тамыр арқылы белок барады да, бауырға барған кезде бауыр өзіне қажетті белокқа айналдырады амин қышқылдарын. Ангиотензиноген, фибриноген, глобин деп солай бітетін белоктардың барлығын бауырда түзіледі. Дәл сол сияқты ангиотензиноген бізде бауырда түзіліп тұрады нормада. Енді бізде мынау почка қызыл көрсетіп тұр, сол жерде почкада юга аппараты бар. Почкаға кіретін артерияның алдында юга деген аппарат болады. Бағана естеріңізде болса, мен миға өтіп жатқан жерде хеморецепторлар болады деп айттым, яғни олар бақылап отырады организмда кислород нормальный ма, жаңағы. Себебі бізде бүйрек, ми, жүрек, олардың барлығы адамның организмі үшін өте өмірлік маңызы бар органдар болып есептелінеді. Және олардың алдында былай күзетші деп жаттап алыңыздар да, олардың барлығының алдында бір күзетші болады. Яғни бұған нормальный кислород келіп жатыр ма, жоқ па деп тексеріп отыратын. Бағана ана жерде біз миға өтетін жерде дыхательный центр бар, одан кейін хеморецепторлар бар деп айттық. Сол екеуі именно миға қаншалықты кислород өтіп жатыр, жоқ, соны тексереді. Егер кислород азайып кетсе, бірден активтеніп, жүрекке жаңа сигнал береді да, жүрек тез соқтырып, давленияны жоғарылатады. Ал дәл сол сияқты мынау почкада юкстагломерулярлы аппарат, бір рет айттым, болды, дальше юга деп айтам. Сол юга аппаратты почканың кіреберісіне орналасқан. Және ол күзетші деп айтайық, ол почкаға қаншалықты кислород, қаншалықты қан келіп жатыр, соны тексеріп отырады. Егер мынау почка болса, почкаға келіп жатқан қан, мына жерде юга тұр, келіп жатқан қан қысымы азайып кетсе, давление төмендеп кетсе, значит ол қалай болады? Значит бүйрекке өте аз кислород келеді, ал енді бүйректің функциясы үшін бізде кислород қажет. Сондықтан мына юга аппараты почкаға әсер етіп, ол жерде ренин бөледі. Осы жер түсінікті ма? Почкаға келіп жатқан қанның қысымы төмендеп кеткен кезде юга жаңағы активтенеді. Және ол ренин бөледі. Нормада бөлінбейді. Тек давление бүйрекке келіп жатқан қан қысымы төмендеп кеткен кезде активтенеді және ренин бөледі. Бұлай ренин бөледі деп біз айтатын кезде бұрын түсінбейтін едім. Ренин бөлген кезде ол бөлініп қанға түседі. Жидкості көз алдыңызға келтіріңіздер. Жидкості қанның ішіне құйылды. Ол барады да, қан айналып барып бауырға барады, Сол бауырға барған кезде бауырдан бөлініп жатқан ангиотензиногенді сол екеу бір-біріне жаңағы әрекетке түседі. Ренин мен ангиотензиноген бір-біріне әрекетке түсіп, ренин ангиотензиногенді ангиотензин 1-ге айналдырады. Ангиотензин 1 енді ол қанның ішіне айналып жүр, Енді ангиотензин 1 ангиотензин айналдырушы фермент бар да, ол өкпеден бөлінеді. Жоғарыда көрсетіп тұр, мына өкпенің астында ангиотензин айналдырушы фермент деп жазылып тұр. Сол ангиотензин айналдырушы фермент ангиотензин 1-ге әсер еткен кезде ол ангиотензин 2-ге айналады. Яғни ангиотензиногенді ренин ангиотензин 1-ге айналдырды, ал енді оның активтену үшін ол 2-ге айналу керек. Ал оның 2-ге айналу үшін бізде фермент керек. Яғни фермент әсер еткен кезде ангиотензин 2-ге айналды. Енді осы жерде механизм басталады. Ангиотензин
ген екі организмға деп айтамыз, бірақ қанға түскен кезде не болады? Соны айтайық, иә. Мен жаңа суретті екіге бөліп тастағанмын. Мына жерге дейін суреттің ангиотензин осы барлығы күшса бар, иә, барлық ауру осылай түсіндірген. 40-тан астам видео сабақ бар осылай. Ангиотензин 2 бізде активтенді. Енді ол қалай жұмыс жасайды? Ол ең бірінші барып, ол жоғарыда жазылып тұр, симпатикалық нерв жүйесін активтейді. Сіздерге мен уже симпатикалық нерв жүйесін түсіндірмеймін, себебі білесіздер, симпатикалық нерв жүйесі активтенсе, ол не істейді? Ол қан тамырлардағы және жүректегі рецепторларға әсер етіп, жүректің тезірек соқтырады және қан тамырлар тарылтып, қанның қысымын жоғарылатады. Ал енді екінші, ангиотензин 2 тағы не істейді? Ол бараттағын бүйректе, мынау бүйрек болса, бүйректе бізде не болады, иә? Жидкость айналып тұрады және қажетсіз сұйықтықтарды біз сыртқа шығарып отырамыз, бүйрек арқылы. Енді сол жерде шығып жатқан кезде ол жерге ангиотензин 2 әсер етеді да, ол натрийдің реабсорбциясын күшейтеді. Или мен более қарапайым түсіндірейін ба? Реабсорбция дегеніміз қолымда инструменттер болса күшті болатын еді негізі. Мен қалай түсіндірейін? Мысалы, мынау фильтр деп айтып, мынау бүйректегі фильтр. Осы жерде мен жидкость құйылып жатыр да. Осы жерден жидкость құйылады дағы, мына жерде фильтр тұрған кезде, мына жаққа керек емес шығады, мына жақта керегі қалады. Керек қалған кезде мынау қайтадан қан айналымымен ағзаға кетеді. Ал мына жерде керек емесі барады да, қуыққа түсіп сыртқа шығарамыз, оны кішітаретпен. Енді осы жерде фильтрға ангиотензин 2 келеді дағын айтады. Организмда біз юга сигнал берді ғой барлық жаққа. Бүйрекке келіп жатқан қан қысым төмендеп кеткен, значит организмда қан қысым төмендеп кеткен. Бізге давлениені жоғарлату керек деген сигнал жүрді барлық организмде, былайша айтқанда. И олар қалай көтереді? Бағана бір қыз айтты ОЦК деп, дәл осы жерде ОЦК жұмыс жасайды. Яғни олар мына жақта шығып жатқан су мен натрийдің сыртқа шығып ұстап қалады. Шығып кету керек нормада, олар ұстап қалады. Неге? Натрий бізде тұз, тұз бізде су, тұз тепе-теңдігі деген бар организмда. Организмда тұз қаншалықты көп болса, организмда сол дәрежеде су болады. Организмда тұз көтерілсе, су тоже көтеріледі. Тұз көтерілсе, тұз азайып кетсе, су азаяды деген сияқты тепе-тең жүреді. Мысалы, қарапайым айтатын болсам, егер сіз тұзды тамақты көп жесеңіз, шөлдейсіз. Неге? Себебі мида, ол өте күрделі механизм, бірақ айтатын, сізде организмда тұз көбейіп кеткен кезде, уже ми сигнал береді сізге, тұз тепе-теңдігі бұзылды, бізге су қажет. Мына тұз көбейіп кетті, су сол кезде теңдеседі деген сияқты. Енді мына жерде дәл сол сияқты натрий сыртқа шығып кету керек, ал натрийді біз ұстап қалып жатырмыз, и соған соответственно натрий шықпай қалған соң су тоже қалып кетеді. Себебі тепе-теңдік ұсталу керек қой. Яғни тұз және су ұсталып қалады, және ол ұсталып қалғаннан кейін нормада шығып кету керек жидкость сыртқа шықпайды. Яғни ол не істейді? Ол қанның ішінде айнала береді. Енді давайте логистика ойлап көрейік. Қан, мына іште жидкость сыртқа шықпай айналып жатыр, не болады? Қалай ойлайсыздар? Жаңа бір қыз жазды ОЦК деп. ОЦК көбейеді, Ал ОЦК дегеніміз не? Общий циркулирующий кровь. Жалпы айналымдағы қан көлемі. Яғни мына жалпы қан, организмда қан тамырлардың барлығының ішінде неше литр қан айналып жатыр, отек болады. Бірінші ОЦК жоғарылайды. Бірінші, яғни мына ішінде жидкость көбейеді. Енді қараңыздар, мынау жүрек жұмыс жасап жатыр. Мынау қан тамыр нормальный. Енді бұлар бізде рин, ангиотензин, альдостерон жүйесі қалай олар давлениені жоғарлатуға әрекет жасап жатыр? Олар мына нормада жұмыс жасап тұрған функцияға олар қанды көбейтіп беріп жатыр. Енді қан көбейген соң уже жүрек жаңа қан көбірек келеді. Оны айдаған кезде мына жаққа көбірек қан шығады. Және ол жерде қысым көбейеді, Яғни айналымдағы қан көлемі көбейген кезде давление жоғарлайды. Бұны тағы бір өте қарапайым етіп түсіндіруге болады. Бұл мысалы, бір шелек қойып қойдық, біз
былай шелек, сол жерден біз шлангы тықтық та, и шлангы былай төменге жіберіп қойдық. И мынаның астынан былай су келіп жатыр, нормальный келіп жатыр да, давление, нормальный давление да, ішіне су өтіп жатыр. Енді біз аламыз да, мына шелекті аламыз да, үлкен андай бачок па, андай арисон сияқты үлкен жерге салып қоямыз. И мынаның ішінде уже қан жидкость көп. Нормада былай болса, и мына жерде былай. И анадан көбірек су ағып бастайды, иә. И олар логистики ойлайтын болсақ, ол жерден өтіп жатқан қанда уже қысыммен аға бастайды. Себебі мына жақтан аз мөлшердегі қан өзімен өзі ағып жатқан болса, и мына жақтан уже үлкен объем тезірек ағып бастайды, иә, и қысым жоғарылайды. Осы жер түсінікті ма? Бұл симпатикалық нерв жүйесін мен сіздерге айттым. Екінші механизм бұл реабсорбция натрий. Задержка воды деп айтады организмда. Осы жерде отекті айтып кетейін. Организмда жидкость сыртқа шықпай жиналып қалған соң, ол іркіледі біріншіден. Өзі бізге қажетті қаннан организмде одан да көп жидкость жүр. И уже олар жүрген кезде де іркіледі. Себебі уже баратын жер жоқ та, мына қан тамырдың іші тар, мына жүретін жер жоқ. И олар тұраттан қалай істейді? Олар мына қан тамырлардың ішіндегі майда порлар арқылы тканға өтеді. Көбірек аяқта болады, иә? И сол жерде су сыртқа өткеннен кейін ол жерде отек пайда болады. И пациенттің аяғын қысқан кезде сол жерде жидкость сезесіз. Осы жер түсінікті ма? Осы жер кімге түсінікті? Кім басынан соңына дейін отыр, неге кіріп шығып жатыр барлығы? Онсыз да итак қиын механизм бұл. Давайте соңына дейін отырыңыздар, түсініп шығып кетіңіздер. Кім отыр басынан бастап? Кімге түсінікті болып жатыр? Плюс қалдырамыз, қыздар. Сосын жалғастырамын тағы. Бұл уже екінші механизм, ол отек болады сол жерде. Енді үшінші ангиотензиноген 2 бізде активтеніп жүр, осы құртып жатыр, барлық жерде. Ангиотензин 2-нің үшінші функциясы, уже бұның 5 функциясы бар, байқадыңыздар ма? Үшінші функциясы ол бүйрек үстінде альдостеронның секрециясын күшейтеді. Альдостерон күшейген кезде альдостерон айналып барып, натрийдің реабсорбциясына әсер етеді. Мен осы жерде сіздерге қызық факт айтып кетейін. Біз не үшін оқып жатырмыз бұны, не үшін бізге керек, давление жоғарылайды деп айттық болды ғой деген бар ғой, иә. Мен сіздерге осы жерде айтып кетейін. Қазір толық айтам. Секреция альдостерон. Осы альдостерон секрециясын төмендететін бізде верашпирон, сприналактон деген лекарство препарат бар. Енді уже мен қазір сіздерге айтам да, мен айттым сіздерге. Альдостеронның секрециясын төмендетеді деп айттым. Давайте кім айта алады екен, мен жауап айтпай тұрамын. Мен айтам, пациентке сприналактон, верашпирон береміз, ол альдостеронның секрециясын тоқтатады. Ал енді бізде альдостерон не істеп жатыр? Ол айналып барып, натрийдің реабсорбциясын күшейтіп жатыр. Яғни организмда натрий мен суды алып қалып жатыр. Ал енді бізде альдостерон бөлінбесе, альдостеронның бөлініп тоқтады, значит альдостерон уже әсер ете алмайды, иә, почкаға барып. И не болады? Осы жерде айтыңыздар, уже егер осыған жауап бере алсаңыздар, 100% түсінікті болып жатыр деген сөз эфир. Давайте басына отырған қыздар айтып көріңіздер. Альдостеронның секрециясын біз егер сприналактон препарат арқылы пациентті тоқтатсақ, онда пациентте қандай эффект береді ол дәрі? Түсініксіз ба? Жаңа айтқандай ғой, альдостеронның функциясын бізде альдостеронды блокировать етіп тастасақ, блокировка деген сөз бар да, я мочегонный әсер етеді. Неге? Себебі альдостерон біз тоқтаттық, альдостерон уже барып бүйрекке әсер ете алмайды, және ол бүйректегі натрийдің сыртқа шығып жатқанын тоқтатады. Я сіз дұрыс түсіндіңіз, Арна? Күшті түсіндіңіз. Я натрийдің судың реабсорбциясын тоқтатады. Яғни уже мына жерде фильтрді біз қысып ұстап қалды ғой альдостерон. Именно ашамыз, я жидкость азаяды. Уже мына жақта шығу керек, жидкостьтің барлығы сыртқа шыға бастайды. И сыртқа шыққаннан кейін, мына жерде барлығыңыз дұрыс жазасыздар. Жидкость азаяды, ОЦК азаяды, натрий мен судың сыртқа шығуы болады. Натрийдің реабсорбциясы тоқтайды, зәрдің сыртқа шығуы болады. Және пациентте отек кетеді. Ал бізде отекпен ең көп қиналатын кім? ХСН-мен ауыратын пациенттер, иә? Жүрек жеткіліксіздігімен ауыратын пациенттер. Жүрек жеткіліксіздігі кезіндегі ең базовый негізгі препарат бұл бізде сприналактон деген препарат.
Вот дәрінің механизм деген осы. Көрдіңіздер ма? Қазір сіздер уже фармакология оқудың қажеті жоқ. Уже түсінікті сіздерге. Давайте, енді бұл бір сергіту сәті болды. Сұрақ. Енді дальше тағы айтамын. Сонымен қоса ангиотензиноген 2. Бағана біз әр жерде өзінің рецепторлары болады дедік қой, иә? Енді мынау қан тамырдың ішінде ангиотензин 2 рецепторлар болады. Ангиотензин 2 өзінің қан тамырдың ішіндегі ангиотензин 2 рецепторына барып қосылған кезде олар қан тамырды тарылтады. Қан тамыр тарылған кезде, уже сіздер жаттап алдыңыздар, қан тамыр тарылған кезде не болады? Мынаның ішінде өтіп жатқан қан уже напормен жүреді, қысыммен жүреді, и қан қысымы жоғарылайды. Түсінікті ма? Вообще қиын емес негіз, иә? Бір түсініп алсаңыздар, вообще қиын емес негіз. Одан кейін гипофизге әсер етеді, және гипофиз барып судың адсорбциясын төмендетеді, және жидкость организмде ұсталып отек пайда болады. Бұл 5-ші механизм. Енді осы жерде енді сіздерге мен механизмдерді сразу айтып кетемін. Спринолактонның мен механизмін айттым уже, иә, түсінікті ма? Екінші препарат бізде. Қазір бірінші препаратты айтайын. Енді ең соңғы препарат еді. Негізі мен осыдан айтып кетейін. Бағана біз бірінші осы механизм айтып қойдық қой. Бағана мен айттым, иә, миға өтіп жатқан қан тамырларда ол жерде рецепторлар болады, және олар реттеп отырады деп, иә, жаңағы давление жоғарылап төмендеп кетсе, соны реттеп отыратын механизмдер бар деп. Енді осы жерде бізде ұйқы артериясында, миға қарай өтіп жатқан ұйқы артериясында барорецепторлар бар. Олар давление жоғарылаған кезде қозады. Яғни пациенттің давление... Мен қазір айтты қойып алыңыз телефонды. Көрініп тұрма қыздар, менде қатып қалды. Көрініп тұрса плюс қалдырыңыздар. Жалғастырамыз, уже фармакологияға келдік уже. Негіз, протокол вообще қиын емес. Қазір оқып алсаңыздар, протокол оңай болады оқу. Енді мен қазір бірінші дәріні айтамын. Бағана айттық, мида, мысалы, и одан кейін бүйрекке келіп жатқан қан тамырларда қысымды, давленияның қысымын бақылап отыратын механизмдер, точкалар бар дедім, иә, күзетшілер бар. Неге? Олар себебі миға және бүйрекке барлық ағзаға нормальный қан келіп тұру керек. И олар соны тексеріп отырады. Енді осы жерде егер пациентте давление жоғарылаған болса, мына жерде суретте көрсетілген, миға өтіп жатқан ұйқы артериясының ұйқы артериясы бар, иә, сол ұйқы артерияларының бөлінген бифуркациясында бізде барорецепторлар орналасады. Барорецепторлар бұл давление жоғарылаған кезде қозады. Бағана біз хеморецепторларды айттық. Хеморецептор организмде кислород азайып кеткен кезде, давление түскен кезде қозады дедім, иә. Ал барорецептор, наоборот, қан қысымы жоғарылап кеткен кезде барорецептор қозады, және ол ядро-солитарный трактқа әсер етеді, сол жерге сигнал береді, және ол сосудо-двигательный центр бар ғой, бағана біз тамырды қозғалтқыш центр деп 4-5 рет айттық, иә, кімнің есінде? Плюс қалдырыңыздар. Сол тамырды қозғалтатын гипоталамустағы центр бар ғой, иә, соған әсер еткен кезде бізде норадреналин бөлініп, жаңа жүректі тездетіп, тамырлар тарылтып, давлениені жоғарылап жатқан ғой, иә, и наоборот, осы барорецептор қозған кезде олар наоборот тамыр тарылтқыш центрді блокировка жасайды. Яғни ол жерде блокировка етіп тастайды, норадреналиннің бөлінуін тоқтатады, және олар давленияның төмендеуін алып келеді. Пациентте давление жоғарылаған кезде осылай төмендейді организмде. Сонымен қоса,
ядросолитарный тракт бізде сигнал береді кезбе нервке, нервус вагус. Кім біледі анатомияны? Кезбе нервке әсер еткен кезде олар ацетилхолин бөлінеді. Және олар ацетилхолин бізде бараттағын жүректегі М2 рецепторларға барып біркет, әсерлеседі. Сол жерге М2 рецепторларға барып әсер еткен кезде олар жүректің тез соғып жатқан жүректі азайтады. Жүректің соғу жиілігі азайған кезде не болады? Біз уже неше рет айттық, давление төмендейді. Уже жүректің соғу жиілігі төмендеген кезде давление не үшін төмендейді? Оны уже сіздер білесіздер, Бізде жүрек қаншалықты тез соғып, қанша күшпен соқса, давление жоғары болады, ал жай соқса, давление төмен болады. Бағана мен сабақ басталған кезде шарды мысал еттім. Мына шардың ішінде су болса, мына шардың ішінде су бар, И мына ішінде сыртқа трубка қойып қойдық, шланг қойып қойдық. И мынаны қаншалықты біз тез жұмыс жасаған сайын қысым жоғарылайды. Ал енді наоборот, кезбе нервке әсер еткенде ацетилхолин бөлініп келіп, жүректің ішіндегі М2 рецепторға әсер еткен кезде ол жүрек тез соғып жатқан жүректің жұмысын баяулатады. И мынау баяу соққан соң, мына жаққа шығып жатқан қан да азаяды және қан қысым төмендейді. Енді осы жердегі барлық пациенттер прям күшті жақсы көріп, бермесеңіз ренжіп, жал жазатын препарат бізде максанидин деген препарат бар, физиотенз. Кім естіді, кім жұмыс жасайды? Осы максанидин немесе физиотенз деген препарат бізде осы ядросолитарный тракттың жұмысын күшейтеді. Бағана препараттар бізде блокировка жасап жатыр, Көп препараттар бізде блокировканың жұмысын жасайды. Ал наоборот максанидин деген, есі 0204, максанидин немесе физиотенз деген препарат бізде ядросолитарный трактты барып, наоборот күшейтеді. Как барорецептор организмде жақсы жұмыс жасамай қалса, оны қазір тағы айтамын мен. Барорецептордың функциясын атқарады бізде физиотенз. И баратта ол ядросолитарный трактты активтейді, ал бізде ядросолитарный тракт не істейді? Тамыр қозғалтқыш центрді блокировка жасағандықтан жүректің жұмысы тоқтайды және қан тамырлар кеңейеді. Сонымен қоса кезбе нервке әсер етіп, ол жерде ацетилхолиннің бөлінуін күшейтеді, и ол жүректегі М2 рецепторға әсер етіп, ол жүректің жұмысын баяулатады. Соның нәтижесінде давление төмендейді. Яғни максанидин деген препарат ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесіне әсер етпейді. Ол осы мидағы ядросолитарный трактқа әсер етеді. Осы жер түсінікті болды ма? Значит, бізде екінші препарат кетті. Мен спринолактонның механизмін айттым, максанидиннің механизмін айттым. И мен сіздерге осы жерде айтайын, мен бір механизмді механизм айтамын. Мысалы, мен егер сізге энолаприлдің механизмін айтсам, энолаприл, каптаприл, фазинаприл, лизинаприл, стопрез, периндаприл, прил-мен бітетін АПФ ингибиторының барлығын механизм айттым деген сөз. Яғни мен бір препарат айтсам, ол топқа жататын препараттардың барлығы механизм бір. Мына жерде спинолактон кетті, бізде максанидин кетті. Енді екінші препарат бізде қай кезде береміз часы? Қай кезде бересіз басқа препараттар әсер етпеген кезде? Қазір мен басқа препараттарды айтамын, солар әсер етпеген кезде физиотенз бересіз. Физиотензді бірден беруге болмайды. Егер физиотензді берсеңіз, басқа препараттар әсер ету қиын болады кейін. Енді бізде үшінші препаратты айтамын. Мына механизмдар ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесін кім жақсы түсінді? Енді бізде мына жерде бағана айттық, юга бізде почкаға келіп жатқан қысым азайған кезде активтеніп ренин бөледі дедік. Ол ренин бар ангиотензиногенді бірге айналдырады, ал ренин ангиотензин айналдырушы фермент ангиотензин бірді, ангиотензин екі айналдырады деп айттым, Енді осы жерде ангиотензин айналдырушы фермент өкпеде бөлініп жатқан. Соны біз ингибитор, яғни блокировка жасаған кезде ангиотензин 1-2-ге айналмай қалады. Бұл препарат бізде АПФ ингибиторлар деп айтылады. Ангиотензин айналдырушы ферменттің ингибиторлары. Яғни соның жұмысын блокировка жасайды. Енді уже дальше сіздерге механизм түсінікті. Мысалы, сізге любой адам келіп сұраса, ангиотензин айналдырушы ферменттің функциясы қандай десе, уже сіздерге түсінікті. Осы эфирде егер басынан бастап отырған болсаңыздар, уже 100% жауап бере аласыздар. Қалай ойлайсыздар, қалай?
АПФ ингибитордың функциясы қандай? Жаңа айтылғандай ғой, ангиотензин 1 жасадыңдар бар ма? 1 минут күтейін, одан кейін жалғастырамыз. Кімге түсінікті, кімге түсініксіз? Или бір күнге көп информация болып кетті ма? Ангиотензин 1-ді 2-ге айналмай қалса, яғни АПФ ингибиторын берсек, біз 1-ді 2-ге айналмаса, ферментті блоктағаннан кейін мынау ангиотензин 2 жоқты организмді активтенбейді. И жаңа ангиотензин 2 болмаса, уже давление болмайды, я? Давление жоғарламайды. Ал бізде ангиотензин 2 дегеніміз, ол 5 түрлі жолмен давлениені жоғарлатады. Ең күрделі, ең ауыр негізі механизм бұл. Ангиотензин 2 активтеніп кетсе, ол 5 түрлі функцияны атқарып, барлығы давлениені жоғар. Мына жақтан қан тамырды тарылтады, мына жақтан айналымдағы қанды көбейтеді, мына жақтан барып симпатикалық нерв жүйесін активтейді, мына жақтан барып натрий суды ұстап қалады, жүректің соғуын күшейтеді, яғни 5 түрлі функциямен давлениені жоғарлатады да. Ал енді біз АПФ ингибиторын берген кезде 1-2-ге айналмай қалады, және ол давление болмайды пациентте. Түсінікті. Енді үшінші препарат кетті ма бізде? Мен осы жерде айтып кетейін. Ангиотензин айналып ингибитор, АПФ ингибиторларға бізде прилдармен бітетін препараттар жатады. Эналаприл, фазинаприл, лизинаприл, фазинаприл, тақыны білесіздер, стопрез, энап, барлығы кете береді соның ішінде. Стопрез бар бесплатно бізде. Кардиаприл бар. Яғни сіздер уже мына препараттың барлығының функциясын сіздер білесіздер. Енді бізде келесі топ препарат каптоприл. Каптоприл қысқа әсер етеді. Тез әсер етеді және қысқа әсер етеді. Енді жаңағы механизмнің мен жалғасын жартысы суретін салдым. Енді бізде келесі топ препарат сартандар. Сартандар қандай әсер етеді? Ангиотензин 2 дегеніміз, бағана біз ангиотензин 2 активтенді ғой, я? Сол ангиотензин активтенген кезде 4-ші механизм бар ғой, мына жерде 4-ші механизм жазылып тұр, я? Тамырды көрсетіп тұр. Сол тамырдың ішінде, қан тамырдың ішінде ангиотензин 2-нің рецепторлары орналасқан. Яғни ангиотензин 2 келіп, сол рецепторға әсер еткен кезде қан тамыр тарылады деп айттық, я? Сол рецепторды бізде сартандар блокировка жасайды. АРА деп айтады. Ангиотензин 2 рецепторларының антагонистері. Мен антагонист, ингибитор сөйтіп қиындатпай қойын. Блоктап тастайды деп айтайын. Қан тамырдың ішінде рецептор тұр. Ангиотензин 2 келіп жатыр. И мына жерге қосылайын десе, мына жерде блокировка тұр. И ол блокировка қосыла алмаған соң не болады? Қан тамыр тарылмай кең болып тұра береді. Дұрыс па? Сондықтан давление нормальный болады. Бұл сартандар. Бұған қандай препараттар жатады? Кандесартан, кантап, бесплатно. Кім естіген ол препараттар? Енді келесі топ препарат бізде бета-адреноблокатор, вальсартан, лазартан, я. Олардың барлығының функциясы бір. Сол рецептордың антагонист болып табылады. Енді келесі топ препарат бета-адреноблокаторлар, я. БКК деп, жоқ. Бета-адреноблокаторлар, бисопролол препарат туралы кім естіген? Кантап, я, 8-16. Қазір келесі механизмді ашамын мен. Мұна бағана біз барлық рецепторлар айтқан кезде тамырды қимылдататын центр бар ғой мидағы, я? Сол активтеніп кеткен кезде норадреналин, адреналин бөлінеді, барып жүректегі бета бір рецепторға әсер етеді. Қазір мен айтам пациенттің қай механизммен дамып жатқанын.
иә. Неге енді уже сіздерге, по-моему, түсінікті, неге олар жүректің, аттар вообще керек емес, көрдіңіздер ма? Сізге механизм керек. Мен қазір аттарын вообще қадалып жатқан жоқ, мен даже білмеймін да, көрдіңіздер ма? Мен қандайын білесіздер, мен 3-4 препарат білемін, мен білемін жалпы, бірақ мен оны қатты бүйтіп жаттамаймын, ол керек емес. Дәрінің тобын жаттау керек. Енді мысалы маған пациент новый дәрімен келеді ғой, мен былай ашамда состав қараймын, фармакологиялық тобын қараймын, мен уже білемін ол препарат. Сразу оқып аласың да, сол жерде атын оқып аласың, болды. Уже механизмді түсінемін, мен зато механизмді түсінемін да, қалай әсер етеді, қалай болып жатыр. Енді осы жерде бета-адреналин рецепторлар, бағана біз адреналин, норадреналин бөліп келіп, жүректегі бета-адреналин рецепторларға әсер етеді дедік. Енді осы бета-1 рецепторларын біз блоктайтын препараттарды бета-адреноблокаторлар деп айтамыз. Түсінікті ма? Адренорецептор бар, соның блокаторы бета-адреноблокаторлар. Енді уже сіздерге түсінікті, мынау жүректегі норадреналин, адреналин, симпатикалық нерв жүйесі былай болып жатыр мына жақта, и келді да жүрекке. Мына жақта барлық механизм болып келді да, и жүрекке келген кезде бета-адреноцепторға әсер ету керек та, и жүректі ол тездетіп соғу керек қой, и осы жерге келгенде блокировка болып қалды. Не болады? Бисопролол бердік пациентке. Немесе тағы бір дәрі бар еді ғой, К-дан келетін. Конкор деген препарат, күшті препарат бар. Конкор бар. Ол препарат берген кезде не болады? Жаңа тахикардия басады. Бірақ не үшін тахикардия басып жатыр? Себебі адреналин маған келіп қосыла алмады. И жүрек тездеген жоқ. Жүрек нормальный соғып тұр. Соның әсерінен давление төмендейді. Бірақ бұның функциясы көбірек жүректің соғуына байланысты болғандықтан, бұны біз аритмия, тахикардия солар кезінде береміз көбірек, чем давлениеге қарағанда. Қазір мен лечениені тағы айтам. Эфир сақталып сақталмайын точно білмеймін, себебі өткенде мен сақтай алмадым бір рет. Дауыс өшіп кетті. Енді жиырылу азаяды. Жүректің соғу жиілігі азаяды. Енді қорқпай бересіздер бисопролол. Жүрек қатты соғып жатқан пациент болса, қорқпай бересіздер. Қазір мен дәрі таңдауды қалай таңдау керектігін айтамын. Главный механизм түсініп алу керек. Бұл 5-ші топ препарат кетті бізде. Максанидин, сфенолактон, прилдар кетті, сартандар кетті, бета-адреноблокаторлар кетті. 5 топ препарат кетті. Енді бізде 6-шы топ препарат БКК, кальций каналдарының блокаторы. Мен сіздерге кальций каналдарының блокаторы туралы айтқан жоқпын. Кальций каналы туралы айтқан жоқпын. Бұны қысқаша айтып өтейін. Мынау жүректің жұмысын жасап тұрған кезде жүректің өзінің жасушалар бар ғой, сол жасушалық деңгей болады. Жасушаның функциясын жасау үшін бізде натрий, калий, кальций каналдар болады. Сол каналдың ішіне натрий кіріп, калий шығып, сондай бір механизм бар да. Қозғыш тіндердің физиологиясы деген сабақ менде YouTube каналыма кірсеңіздер, қозғыш тіндердің физиологиясы деген сабақ бар. Сол жерде жасушалық деңгейде түсіндірілген. Именно былай айтатын болсам, жалпы осы кальций каналының блокировать еткен кезде жүректің ішіне тез кальций, натрий тез кіріп шығып жатқан кезде жасушалардың ішінде соны функциясын төмендетеді, соның нәтижесінде жүректің соғуы азаяды, жүректің функциясы азаяды. Сонымен қоса мынау майда қант сосудтардағы тоже азаяды солай. Бұл кальций каналдарының блокаторы, бұл бізде амлодипин, коронин деген препараттар. Кім естіген? Бірақ олар каналдарды, енді логистика ойласаңыздар, былай каналдарды блокировать, жасушаның ішіндегі жаңа каналдарды блокировать етіп тастағаннан кейін тамырларда солай әсер етеді. Ол порлаларды тарылтқаннан кейін тамыр арқылы жидкостың айналымы бұзылады да, и пациентте отек болады. Жидкость тікандарда жиналып қалады да, қан тамырдың ішіне өтуі қиындайды. Қан тамыр және тікан, мына жерде тікан, мына жерде қан тамыр, мына жерде жидкость, мына жаққа өткеннен кейін мына жаққа өтуі қиын болады да, и мына жерде жиналған соң ол жерде отек болуы мүмкін, пациентте отек шақыру мүмкін. Енді мен сіздерге 6 топ препараттарды
6 топ препараттарды айттым. Енді лечение тағайындаған кезде не нәрсеге мән береміз, мен соларды айтам. Ең біріншісі, байқаған болсаңыздар, мен еш жерде сіздерге давленияны түсіреді деп айтқан жоқпын. Байқадыңыздар ма? АПФ ингибиторын берсеңіз, пациенттің давлениясы түсіреді деп айтқан жоқпын, иә? Тек максанидин кезінде мен давление түсіреді деп айттым. Кім байқады соны? Сартанды берген кезде давление түсіреді деп айтқан жоқпын. Неге? Себебі олар мына дәрілердің, физиотенстен басқа мына дәрілердің барлығы давление түсіретін препарат емес. Бұлар давление емес, вообще давленияны реттейтін механизмді нормальный жұмыс жасауына әсер ететін препараттар. Осы жерде түсінікті ма? Бұлар негізі мына айтқан механизмдер организмде давленияны нормально ұстап тұрады. Ал осы механизмдер бұзылған кезде бізде давление болып жатыр. Енді біз барамыз да давленияны түсірмейміз. Біз мына механизмдердің функциясын реттейміз. Сол кезде, реттеген кезде, ол давление өзі нормальный болады. Мен қазір өте грубо бір айтам, мысал айтам, вообще қатысы жоқ айтам, бірақ өте түсінікті болады сіздерге. Біз сынық болған кезде, мысалы мына сүйек сынған кезде, біз оны сүйекті бір-біріне біріктіріп, бір-бірінің бітуі үшін күнде бірдеңе салып отырмаймыз ғой сүйекке, иә? Біз просто былай гипспен ұстап қоямыз. Біз оның өзінің жұмыс жасауына, нормально екеуінің бітіп кетуіне жағдай жасап қоямыз, қимылдатпайтын. Гипс салып қойдық, бір ай бойы қимылдамай тұрса, өзінен өзі жұмыс жасап кетеді. Дәл сол сияқты сіздер мына механизмді реттеп, механизмді дұрыстап қойсаңыздар, давление өзі нормальный болады. Осы жерден пациенттерге түсіндіресіздер. Пациентке айтасыздар, мына препараттар давление түсіретін емес. Сіз кей пациенттер былай істейді, давление жоғарылағанда ғана препарат ішеді. Давление бүгін таңертең тұрдым, өзім жақсы сезінемін, басым ауырып тұрған жоқ, значит дәрі керек емес. Жүреді, бір апта жүреді. Компенсациялық механизм деген бар бізде. Оны айтпай қояйын, қазір компенсациялық механизм, яғни организм өзі соған шыдап талпынады да, давление ұстауға. И шаршайды. Механизм шаршайды, и бір айдан кейін пациентте давление бірден стресс болған. Жаңа стрессті уже білесіздер, стресс қалай әсер ететін. Пациент стресс болды, бірдеңе болды да, и барады да, пациентте бірден давление 220-230 көтеріліп кетеді, и пациент инсульт алады. Біз давленияның не үшін қорқамыз давлениядан? Бағана айтып кетуім керек еді. Мына қан тамыр болып тұр, иә, қан тамыр тұр. И ол жаңа керіліп жатыр, мына тарылып жатыр, қан көтеріліп жатыр, қысым болып жатыр. И қай жерде қан тамырлар өте әлсіз, майда қан тамырлар бар, сол жерде қазір айтамын оны. Сол жерде мида мысалы, иә, көзде, мида қан тамыр жарылып кетуі мүмкін. Қан қысым бірден жоғарылаған кезде организм оны басқара алмай қалады да, и мына қан тамырының ішін жарып шығып кетеді. И жарып шығып кетеді да, ол тканға қан құйылады. Геморрагиялық инсульт деген осы. Түсінікті ма? Осы уақытқа дейін инсульттің механизмін түсінбегендер болса, плюс қалдырсаңыздар болады. Қан тамыр жарылады, и қан тамыр жарылғанда не үшін қауіпті? Мынау ми. Дәушетта пожизненно тұрады, иә. Мынау миға қан тамыр арқылы қан келіп жатыр. Жаңағы біз басында айттық, қанның функциясы кислород, қоректі заттарды миға жеткізу. Енді осы жерде, мына жердегі жарылып кетті, и болды, үзілді, мына жерде үзілді да, мына жаққа барып жатқан жоқ. Қан, қажетті жаңа қоректі заттар барып жатқан жоқ, мына жаққа жайылып жатыр қан. Мына жақтан келіп жатқан қан, мына жаққа жайылып жатыр. И мынау не болады? Кислородсыз қалған соң өледі, иә, былай айтқанда, некроз өледі. Яғни өлгеннен кейін ол нейрон значит жұмыс жасамайды деген сөз, тірі емес деген сөз да, былайша айтқанда. Ол өлген соң уже функциясын атқармайды. Егер мына функция, мына жердегі мидың бөлігі, егер қолдың қимылдауына, сөйлеуге, аяқтың жүруіне әсер ететін болса, значит ол пациентте уже қол, аяқ жұмыс істемейді. Паралич болады. Түсінікті ма? Уже инсультқа өтіп кеттік. Бұл бір механизм. Одан кейін бұл геморрагиялық инсульт. Ал ишемиялық инсульт не үшін болады? Бағана айтқан механизмдер барлығы активтеніп кеткен кезде. Иә. Ал енді бағана айтқан механизмдер барлығы активтеніп кеткен кезде, жаңа қан тамыр тарылады дедік қой, иә. Жаңа альфа-адреноблокаторлар қатты жұмыс жасап кеткен кезде, адреналин рецепторлар қатты тарылған кезде
Енді мысалы мен егер қатты стресс болсам, менің мына миымдағы стресстен жаңа айтқан механизм дамып барып тамырым тарылып кетсе, бәрібір менің қан тамырым таза да, мен жаспын. Мына жерден әрең болса да қан өтеді. Менің басым қатты ауруы мүмкін. Мен тынышталып, өзіме келіп, ұйықтап алған соң мен өзіме келем. Ал мынау қан тамырым мен қысылып болса да қан өтеді да, қысқасы. Кислород барып тұр. Ал енді бізде атеросклерозы бар, қауіп факторлары бар, курение, алкоголь, гиперлипидемия, холестеринемия, жаңағы майлы тамақ бәрі бар пациенттер бар ғой, иә. Олардың мына қан тамырының ішінде бляшка болады. И сол бляшкалар итак өзі тарылып тұрған қан тамыр, мына жерде бляшка тұр. И мен алдымда мына қан тамыр стресс болды, тарылып қалды. И мынау басқа нормальный адамда қан әрең болса да өтеді, ал мына пациентте өтпейді. Мына жерде себебі бізде бляшка тұр да, қысылып қояды. И қысылып қалған кезде мына жаққа жаңа айтқандай қан өтпей қалады. Және ол жерде жаңа нейронның өлуі болады тағын. Ол ишемиялық инсульт деп айтамыз. Түсінікті ме осы жер? Геморрагиялық инсульт па, ишемиялық инсульт па, екеуі де давление кезінде болады. Енді давлениені ең қорқатынымыз инсульт алып қалудан қорқамыз пациенттің. Одан кейін білесіздер ме, давление қатты көтеріліп кеткен кезде, 280-250 көтеріліп кеткен кезде, давление бірден түсіп тастауға болмайды. Давление бірден 120 түсіп тастаңызда не болады? Пациент инсульт алады. Ондай да бар, білесіздер ме? Себебі ол ишемиялық инсульт болады. Себебі бірінші давлениеміз біздің бірінші менікі 120 болды. Жаңа пациент айтайын да, өзімде емес. 150 болды, 180 болды, 200 болды. Компенсаторный механизм әрең шыдап тұр ғой, инсультқа дейін жібермеймін деп шыдап тұр да. 250-ге дейін барды, и ол скорый келді. И жаңағы напормен келіп жатыр, кислород напормен келіп жатыр, барлығы напормен келіп жатыр да, и ми соған үйреніп тұрады, временно үйреніп тұрады соған. Көп кислородқа үйреніп тұрады да, компенсация. Ал скорый келді да, 5 минут ішінде оны 120-ға түсіріп тастады, 2 рет түсіріп тастады да, и уже обычно да 120-да нормальный кислород келіп тұрған болса, уже ми қабылдайды оны, кислород жетпей жатқан сияқты. Кислород аз болып қалды да, былай салыстырған кезде. И оған сразу үйрене алмай қалған соң ишемиялық инсульт болады. Сондықтан давлениені бірден түсірмейді. Онда біле жүріңіздер. Енді давлениені тағы біз бір жағын неден қорқамыз? Давленияның гипертониялық криз болған, бірінші давление қатты жоғарылап кеткен бізде каптоприл береміз. Скорый помощь қоя. Каптоприл береміз тілінің астына, 10 минуттан кейін давление өлшейміз, 15 минуттан кейін тағы береміз, солай түсіреміз. Одан кейін гипертониялық криз болған кезде қандай асқынумен болды, соған қараймыз ғой. Асқынумен бар, асқынусыз бар. Асқыну болған кезде именно сол асқынуларды емдейді скориймен. Уже ол скорийдің жұмысы, фоптардың емес. Енді екінші біз қорқатынымыз, бағана біз айттық қой, адреналин, адреналды система барлығы келіп біздің жүректің бетта адреналин рецепторға жүректе соқтырып жатыр ғой, иә. Жүрек соғып жатыр, не болады? Мысалы, мен мына мышцам, мысалы, менде ешқандай не жоқ, иә, мышцам кішкентай. И мен күнде жаңағы гантельмен көтерем, ай сайын жылдар бойы істеймін, не болады? Мен 10 жыл осылай істесем не болады? Былай болып шығама мышца. И осы жерде механизм қызықта, мен до конца зерттеймін, бірдеңе оқысам. Мышца не үшін мына жерде былай болып шығады? Кім біледі? Плюс қалдырыңыздаршы. Жаттығу жасайтын, тренировка жасайтындар. Себебі қай жер активный жұмыс жасап жатса, сол жер шаршайды, иә, былайша айтқанда. Сол жер шаршайды, және қанда келіп жатқан қоректік заттар, кислород, минералдар, витамин барлығы қай жер шаршап тұр, соған келеді. Мына жерде мен күнде жұмыс істеп келем, мына жерім ауырады да, мен мысалы тренировка жасап келем, и осы көбірек қоректік заттар осы жерге көбірек келеді. И осы жерге көбірек келгеннен кейін осы жер үлкейе бастайды, и осылай болып шығады. Дәл сол сияқты мынау жүрек бізде күнде жылдар бойы давлениемен 10 жылдан бері пациент ауырады. Осылай жұмыс жасап тұр да, и ешқандай дәрі нормально ішпейді пациент та. И осылай істеп жатыр, не болады соңында? Бағана бір қыз айтты бізде, жүрек не болады? Гипертрофия болады, иә. Мынау жүрек болса, былай қалыңдап кетеді. Мышца өскен сияқты. Енді хорошо, гипертрофия болды. Ал гипертрофия не үшін қауіпті деп айтатын болсақ, оны кім біледі? Гипертрофия не үшін қауіпті? По-моему, мен даусым кейін барып жатыр да.
Мен даусым кейін барып жатыр сіздерге. Ал гипертрофия болса не болады? Енді мынау жүрек былай болып істеп жатыр да, қалың болып. И ол тағы 5 жыл істейді солай. 5 жыл жұмыс істейді, и анау үлкен жүрек шаршайды. И уже күші қалмайды, и былай қысқан кезде былай жұмыс жасаған кезде мына жердегі құйылып жатқан қанның 60-70%-ін обычно айдай алатын қан, уже ол құйылған қанды айдауға күші жетпей қалады. Күші жетпегеннің жүректің өзінің жұмысын жасай алмаған біз не деп айтамыз? Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі деп айтамыз. Эфир білмеймін точно сақталма, сақтауға әрекет жасаймын, сақталмай қалса білмеймін тағы. Сақтауға әрекет жасаймын, я. Оны біз не деп айтамыз? Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі деп айтамыз. Бұл ең соңы, я, айналып келгенде жүрек уже жұмыстан шығады осылай. Бізге 10-15 жыл бойы мүмкіндік береді негіз жүрек емделу үшін. ХСН-ді мен қазір тоқтамаймын. Негіз ХСН-ға тағы нелер алып келеді? Инфаркт алып келеді, я. Инфаркт болған кезде тіндер өліп қалған соң уже нормально жұмыс жасамайды жүрек. Одан да ХСН келеді. Тек давлениемен байланыстырмаңыздар ХСН-ді. Негіз давлениенің соңы барып ХСН-ға барады, емделмесе. Мен негіз не үшін бастадым, бұл тақырыпты не үшін бастағанымды ұмытып қалдым. Енді лечениені айтайын сіздерге. Қыздар, былай. Бағана біз пациентте қай механизммен дамып жатыр, біз оны қалай білеміз деп айтты ғой, я. Бұл механизмдер негізі пациентте давление болды, сол үшін мына механизм пайда болды деген сөз емес. Мына механизмдердің мен айтқан 5 механизм барлық біздің организмімізде жүріп жатыр. Бірақ біздің организмімізде олар дұрыс жүріп жатыр. Ал жаңа бізде Жанганым, кім сіздің атыңыз? Мен оқи алмадым атыңызды. Доктор деп тұрған. Сол кісі сұратта менен қай механизммен дамып тұр деп. Бұл жерде механизммен дамып тұр деген жоқ. Бұл механизм и так нормальный механизм, бұл пациенттерде бұзылып тұр. Енді қай жері бұзылып тұр деп сұрайтын болсаңыздар, қай жері бұзылып тұр деген жоқ. Бір жақтан бұзылса, барлық жақтан жұмыс жасайды организм. 5 механизм барлық бірден, мына жақтан ренин жұмыс жасайды, натрийді ұстап қалуға әрекет жасайды. Мына жақтан жаңағы барорецептор, хеморецептор күшейеді. Барлығы активтенеді, адреналин бөлінеді деген сияқты. Бұлар давлениені нормальный етуге әрекет жасайды, бірақ уже олар қолынан келмейді, былайша айтқанда. Олар уже өздерінің қолынан келмейді, оларға көмек керек деген сөз ол механизмға. Енді бізді лечениені қалай жасаймыз? Ең бірінші пациент давлениемен келген кезде жасына қараймыз. Егер қауіп факторлары болса пациентте, егер қауіп факторлар жоқ, енді 40 жаста пациент, артық салмақ жоқ, темекі тартпайды, алкоголь қолданбайды, липидтер жақсы, ожирение жоқ болса, онда бірінші ол пациентке біз не айтамыз? Өмір салтын түзетуді айтамыз. Стрессті азайту, спортпен айналысу, диета. Негізі протокол бойынша солай, бірақ ондайда бірінші адамдар істемейді, екіншіден ол жұмыс жасамайды, былайша айтқанда. Бірінші келген пациентке біз монотерапия деген жасаймыз. Монотерапия дегеніміз тек бір препарат тағайындаймыз. Бізде выбор препарата ол кезде АПФ ингибиторлары. Не үшін АПФ? Енді не үшін сартан емес АПФ ингибиторын тағайындау более негізгі болып табылады. Неге? Не үшін ойлайсыздар? Не деп ойлайсыздар деген? Не үшін АПФ ингибитор ең бірінші дәрі болып табылады? Себебі мына жерде механизм естеріңізде болса, АПФ ингибитор бізде ангиотензин 1-ді 2-ге айналдыруды блокировать етіп тұр, я? И мынау енді басталып келеткен механизмнің барлығын бірден тоқтатып тастадық та біз. Я, главный бізде ангиотензин 2 ғой, ең барлық, я, дұрыс жауап бердіңіз, барлық 5 механизмді бірден тоқтатып тастайды. Ал енді біз сартанды берсек, онда ол сартан бізде тек әсер етеді ана жерге. Ангиотензиннің
екі рецепторларын блокировать етеді да, ал мына жақта басқа механизмде дамып кетеді, тек сартан сандардан мына жаққа ғана әсер етеді. Сондықтан бізде ең бірінші выбор препараты АПФ ингибитор. АПФ ингибитор, яғни энамның 5 миллиграммын бересіздер. Осын хотя бы осы неден бірінші осын алып кетіңіздер. Давлениемен бірінші келген пациентке бас ауырып келсе, егер давлениясы протоколдан оқып алыңыздар, нелері бар, сатылар бар, степендер бар ғой, бірінші степень, екінші степень, үшінші степень. Бірінші степенмен давлениемен пациент келген кезде, енді 150-ге, 140-ға көтеріп жатқан кезде энам бересіздер 5 миллиграмм, немесе карлон 5 миллиграмм деп жазып қойыңыздар. Күніне 1 рет, егер әсер етпесе, күніне 2 рет беруге болады. Енді кейбір пациенттерде АПФ ингибиторлары құрғақ жөтел туындатады. Неге? Себебі жаңа бізде ар жақта өкпеден бөлініп жатыр ғой, иә? Өкпеден фермент бөлініп жатыр. Именно сол жерге әсер етіп жатыр. Сондықтан ол препарат пациентте сол жерде тітіркендіруіне байланысты құрғақ жөтел болуы мүмкін. Егер пациент сізге келген кезде ешқандай қабыну белгілерсіз, осы дәріні бергеннен кейін менде жөтел болатын болып десе, онда сіз ол препаратты басқасына ауыстырасыз. Қай препаратқа ауыстырамыз? Сартанға. Неге біз бірінші пациент келген кезде или АПФ ингибиторы, или сартан беру керек. Неге? Себебі біз айттық, давленияның ең негізгі тудыратын ренин ангиотензин альдостерон жүйесі. Бізде тек осы екі препарат қана РАС жүйесіне әсер етеді. Ренин ангиотензин альдостерон жүйесіне осы екі препарат әсер етеді. Яғни главный осы механизмді басу керек бізге. АПФ іше алмаса, мынаны ішеді. Енді тағы бір жазып алыңыздар, осы екі топ препаратты бірге тағайындауға болмайды. Неге? Себебі, егер сіздер осыны мысалы дәрінің инструкциясын оқысаңыздар түсінбейсіздер. Құрғақ жөтел туындатады. Неге? Қайбірі туындататын еді деп ойлайсыздар, ал мынадан уже сіздер точно білесіздер қайсысы екенін. Сонымен қоса екі препаратты бірге тағайындауға болмайды. Не үшін? Бірақ мен осыны қанша кардиологтардың, даже кардиологтардың, воптардың өзі тағайындайтынын көрдім да. Соны білмейді да, элементарный нәрсені. Бұлар не үшін екеуін бірге тағайындауы? Себебі екеуі де бұлар бүйректің функциясына әсер етіп тұр. Бүйректің функциясына әсер етіп тұр. Сондықтан екеуін бірге, қай препарат бірге тағайындауы болады? АПФ ингибиторлары плюс ангиотензин 2 рецепторларының антагонистері, немесе сартан плюс АПФ ингибитор. Осы екеуін тағайындасаңыздар, мысалы кантап пен карлонды бірге тағайындасаңыздар, онда бүйректің жеткіліксіздігіне алып келеді. Олар екеуі бірге өте қатты бүйректің функциясын төмендетіп тастайды. И бүйректің жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін ұзақ уақыттан бері. Ол мысалы сіз ошибкамен бір рет беріп қалдыңыз, пациент болды, 10 күннен кейін бүйрек жұмыстан шығады деген сөз емес, жаңа компенсация механизмімен жұмыс жасайды ғой. Ұзақ уақыт ішсе бүйректің функциясының жеткіліксіздігіне алып келеді. Сондықтан екеуін бірге бермейміз. Енді онда қалай не істейміз онда? Ангиотензин АПФ ингибитор ішіп жүрген пациент келді, дәрі әсер етпей жатыр деп келсе, онда сіз екінші препарат бізде қосамыз, кальций каналдарының блокаторы. Бұлар кароним деген препарат. Кароним деген препаратты бересіз. Уже жаңа бір препарат әсер етпеген кезде, уже екі препарат әсер етеді. Мен қазір тағы бір препараттың атауын есімнен шығып қалды, қазір мен қарап беремін. Сонымен қоса, мысалы, мен бірден екі препарат жазасыз ба деп, мысалы, екі препарат ішкісі келмейтін пациенттер болса, онда ең жақсы препараттардың бірі бізде экватор деген препарат бар. Қазір составын ұмытып қалдым ғой. Экватор деген препарат бізде составта, бұлар комбинациялық препарат болып табылады да, екі препарат қосылған. Яғни біз пациентке АПФ беріп жатырмыз, плюс кальций каналдарының блокаторын беріп жатырмыз. Кальций каналдарының блокаторы бізде қан тамырларды кеңейтеді, ал АПФ мына жақтың барлығын тежейді. Соның нәтижесінде давление нормальный болады да. И экватордың составында амлодипин және лизинаприл бар. Лизинаприл бізде АПФ ингибитор, ал екіншісі амлодипин. Бұл бізде қандай препарат? Кальций каналдарының блокаторы. Осы екі препараттың орнына бір экватор тағайындасаңыз да өте жақсы көмектеседі.
күніне 1 рет ішеді, иә. Экватордың 5-те 20-лығы бар. Яғни составта амлодипин 5 мг, лизинаприлон, немесе 5-те 20-лығы бар, немесе 10-да 20-сы бар. Ең бірінші келген кезде 5-те 10-да тағайындайсыз, әсер етпесе 5-те 20-ын бересіз, ол әсер етпесе 10-да 20-ын бересіз. Одан кейін тағы бір зерттеулер бойынша, мысалы бір препарат әсер етпей жатыр деп келген пациент, егер мысалы карлон 5-ті жатқан болса, карлон ішіп жатқан болса, әсер етпесе 20 ішіңіз деп айтудың орнына, егер екінші дәріні қоссаңыз, оның әсер ету, оның эффекті более эффективный болады екен да. Неге? Себебі сіз екі препарат тағайындаған кезде сіз екі жақтан механизммен басып жатырсыз да. Сондықтан более эффективный болады. Түсінікті ғой, иә? Значит, бір дәрі әсер етпей жатса, екінші дәріні қосамыз. Енді екінші дәрі әсер етпей жатса, ол екі дәрі әсер етпей жатса, онда үшінші препаратты береміз. Үшінші препарат бізде не? Тиазидті диуретиктер, индамид деген препарат береміз. Индамид, индапамид. Ал үшеуі де әсер етпей жатса, онда жаңағы альфа-адреноблокатор деген нелер бар, одан кейін спринолактон деген препараттар бар. Оларды уже я осылардың барлығы бар ғой. Курста одан да негіз бұлай түсіндірген, негіз курста бір сағаттық не ғой. Енді мен қазір көрсетем деген едім. Мынау суретке түсіріп ала салдым компьютердан. Бұл 75-ші приказ бойынша не үшін бисопролол берген? Жүректің соғу жиілігіне қалай пациентте тахикардия бар ма, аритмия бар ма? Может, аритмия болған соң берген шығар бисопрололды. Мен 75-ші приказды кім біледі, кім оқыған? Тегін дәрі беру. Бұл давление мен учетта тұратын пациенттерге берілетін препараттар. Енді давайте талдап шығайық. Мен бағана бірінші айтып кеттім, АПФ береміз. АПФ жақсы көмек противопоказан болса, онда сартан береміз. Одан кейін екінші рет келген кезде короним қосамыз алдына, амлодипин қосамыз, немесе экватор береміз. Бұл екеуі әсер етпеген кезде үшінші тиазидті, индамид препаратын қосамыз. Одан кейін әсер етпесе, уже максанидин деген препаратты беруге болады. Жаңағы бағана айтып кеттім, физиотенз деген препаратты. Одан кейін немесе жаңа кардиологқа жібересіздер. Кардиологтар уже альфа-адреноблокатор деген препарат бар. Альфа-адренорецепторлар қайда естеріңізде болса, бізде симпатикалық нерв жүйесі активтенген кезде, мынау қан тамырдың ішінде альфа-адренорецепторлар болады дедім, соған әсер еткен кезде қан тамырды қатты тарылтады. Сол рецепторлардың блокаторларын уже кардиологтар береді. Біз осы мына 5 топ препаратты ғана бере аламыз болыптар. Енді 75-ші приказда мына бастан соңына дейін 5 берілетін дәрі. Енді сіздер полный білесіздер. Индамид қандай дәрі? Индамид бізде диуретик, ұсталып қалған жеткісі шығарады. Метапролол дегеніміз бета-адреноблокатор. Ол не істейді? Жүрек қатты соғып жатқан кезде соны төмендетеді. Одан кейін келесі препарат бисопролол. Бисопролол тоже жүректің жұмысына әсер етеді, тез төмендетеді. Амлодипин қан тамырларды кеңейту арқылы давлениені көтеріледі. Кандесартан бізде нелер деп айттық қой? Ангиотензин 2 рецепторларын блокировать етеді дедік. Одан кейін энолаприл, периндаплир, фазинаприл, олар АПФ ингибиторлар, олар ангиотензин 1-ді 2 айналымын тоқтатады. Ең соңында максанидин деген препарат тұр. Максанидинді уже білесіздер, орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Осылардың барлығы уже сіздер медсестра қай препаратты берейін деген кезде сіздер уже қорықпай бере аласыздар. Кім уже қорықпай бере алады препаратты? Одан кейін дәрі әсер етпей жатыр десе, екінші препаратты қосуға қорықпаңыздар. Бағана айтқандай, бұлар давлениені түсірмейді, бұлар давлениені ұстап тұратын препараттар. Осы жерге дейін түсінікті болса, плюс қалдырыңыздар. Сонымен қоса,
сонымен қоса егер 3-4 препарат ішетін пациент болса, сіздер пациент егер 3-4 препарат ішкісі келмесе, онда комбинациялық препараттар беруге болады. Комбинациялық препараттар, егер эфир сақталса көре аласыз. Одан кейін егер пациент 3-4 препарат күнде ішкім келмейді деп айтса, онда сіздер комбинациялық 3 составты 3 препарат бар дәрілер бере аласыздар. Ол дәрілердің составы, дозировкасының барлығымен де ВОП ем схемасы кітапшасының ішінде бар. Егер аламын десеңіздер, сол жерден сол кітапшаны алсаңыздар, онда триплексан бар, коамлеса бар, экватор бар. Ал каптоприлді сұрап жатқан екен. Каптоприл бізде АПФ ингибитор, бірақ ол қысқа әсер етеді және ол тез әсер етеді. Тілдің астына қойған кезде ол қан тамырлар қанға сразу сіңеді бар. АПФ ингибиторын блокировать еткен соң ол тез әсер етеді да, бірақ ол қысқа әсер етеді. Яғни ол 2-3 сағат қана давление нормально ұстап тұрады. Одан кейін қайтадан давление көтеріп кетеді. Эдарби тоже бар, иә. Мен олардың негізі былайша айтқанда, мен ана дәрілердің барлығын жаттаған емеспін. Мен сол кітапшаны ашып тағайындай берем. Мысалы пациент маған келеді, мен негізі амлодипин ішем, одан кейін периндаприл ішем, және индамид, және аторвастатин ішем. Соның орнына маған басқа дәрі беріңізші десе, мен жаңа кітапшамды ішіне қараймын да, осы 3 дәрі қайсы дәрінің составында бар. Соған қараймын, мен сразу соны берем. Өткенде маған бір группасым жазады, мамамда давление 200-ге дейін көтеріліп жатыр, жаңа дәрі берсең ішкісі келмейді деп айтты. Сосын мен айттым да оған коамлеса жазып бердім. Коамлесаның дозировкасын тағайындадым өзім, жаңағы анамнезін сұрап. Айтады, уже 1 жыл болды, вообще давлениеңіз көтерілмейді, нормальный болып қалды деп рахмет айтып жазып жатыр да. Ол кітапшаның бағасы 10 000 теңге. Негізі курс алғандарға ол бесплатно беріледі. Бізде уже 1,5 сағат болды эфир болып жатқанына. Егер түсініксіз болды, дальше жалғастырайық десеңіздер, онда маған менің парақшамды белгілеп, егер сторисқа қойсаңыздар, мен диспансеризация, одан кейін диагностика, анализдер және зерттеу әдістері туралы да давлениені толықтыратын боламын. Бүгін сіздерге тек мен бұл жерде нені айттым? Механизммен дәрілерді айттым болды. Курстың бағасы бізде ВОП курсы, осы ВОП практикасында ең жиі кездесетін аурулардың барлығына дәл осылай мен механизмін айтып түсіндіргенмін. Ол жерде 47 видео сабақ бар. Жалпы 50 видео сабақ, менімен 2 не болады. 2 эфир болады, общий 50 видео сабақ болады. Дәл осылай. Ол жерде бізде анализдер айтылады, КМИС айтылады, приказ, документтер айтылады, лечение айтылады. Анализдерді осылай түсіндіріп бергенмін. Балалар аурулар бар, үлкендер де бар. Одан кейін бізде тағы бір бөлек сабақ бар, ол жүктілердегі давление деген. Преэклампсия, жүктілерге мына дәрілердің ешқайсысын бермейсіздер, қыздар. Жүктілерге берілетін дәрілер менде курста айтылған. Преэклампсия кезінде не беріледі, солар бар. Одан кейін дәрілердің барлық спискі беріледі. Одан кейін қандай анализдерға жібереміз, анализде қандай изменения болады, солар барлығы айтылған. Одан кейін диспансеризациясы бар. Неше рет пепір келеді, мысалы 6 айда 1 рет келеді, қандай анализ тапсырады деген сияқты. Курстың бағасы, курста балалар аурулары бар, допегит береміз. Ал допегитті босанғаннан кейін беруге болмайды. Допегит препараты тексерілген кезде зерттеулер бойынша босанғаннан кейін допегит ішетін әйелдерде послеродовая депрессия болады екен. Курстың бағасы бізде 250 000 теңге. Осы неге отырғандарға, эфирде отырғандарға және соңына дейін қарап активне отырғандарға мен жеңілдік жасаймын. Курсты негізі өткен жылғы баға 150 000 теңге. Сол 150 000 теңгемен жасай аламын, бірақ дәл қазір сағат 12-ге дейін төлем жасағандарға ғана. Негізі курстың бағасы 250 000 теңге. Енді мен курсқа тағы барлық анемияның түрлерін қосамын. Одан кейін патронаж жасау, одан кейін ВКК справка, тағы 5-6 новый сабақ шықты. Соларды мен қосамын, және курстың бағасы қымбаттайды. Және менімен 1 ай кері байланыс болады. Сіз жұмысқа кіргеннен кейін маған бірінші күнінен бастап, бірінші айлықты алғанға дейін күнде осылай жазып сұрап тұрасыздар. Мен сіздерге
осылай кері байланыс беремін, осылай түсіндіріп беремін түсінбеген жерлерді. Курс бағасы 150 мың, рассрочка 12 айға бар бізде. Мен қазір негізі курс туралы информацияны таба алмай қалдым, қоямын деген едім сіздерге. Қазір қойып беремін. Мысалы айтатын болсам, барлығы бар. Аниме сабақтарын мен слайдтарын енді дайындап жатырмын, енді видео сабақ түсіремін. Мен негізі гематология курс өттім, сондықтан қайтадан бір толықтырғым келеді. Приказ инвалидность бар. Құпия сөз, сенімді ВОП. Қазір маған дайректке жазсаңыздар, сіздерге менеджер жауап береді. Сол құпия сөзді айту арқылы мен эфирде соңына дейін отырдым десеңіздер, 150 мың теңгемен ала аласыздар. Және сіздерге курс алсаңыздар, сізге кітапшаны сатып алудың қажет жоқ, кітапша бонусқа беріледі. Енді бұл курстың артықшылығы қандай? Сіздер ВОПқа қажетті информацияны жеке-жеке оқып жүрмейсіздер. Мысалы, мен жаңа сіздерге агын айтқан кезде анатомия физиологияны түсіндірдім, Мен барлық ауруды осылай анатомия физиологиясымен түсіндіргенмін. Анатомия физиология, мысалы, жеке оқысаңыздар болады баршылық жақтан. Патофизиологиясын айттым. Осы протокол қосылады. Патофизиологиясын айттым, мысалы. Одан кейін фармакологиясын түсіндірдім, Фармакология, мысалы, жеке оқытатын курстар бар, патфиз оқытатын курстар бар, анализді жеке оқытады басқалар, терапияны, мысалы, приказ стандарттар, тек приказды үйрететін врачтар бар. Одан кейін педиатрияны жеке үйрететіндер бар. Одан кейін клиническое мышление, мысалы, мен жаңа барлығын бір-біріне қалай жинап жатырмын, бұл клиникалық мышление деп айтылады. Бір-біріне жинай алу, көз алдыңа келтіре алу, қарапайым етіп түсіндіру, барлығы клиникалық ойлау. Осылай ойласаңыздар, сіздер оңай жаттайсыздар. Осылай, мысалы, ол 800 мың теңге тұрады, ол курс. Мен оны негізі 2024 жылы оқып шықтым, сол курсты. Мысалы, 1 миллионнан аса тұрады. Осылардың барлығы гастрология, гематология, кардиология. Мысалы, мен айтып жатқан сабақтан барлығы мен кардиологиядан үйренгенмін негізі. Пульмонология сияқты курстар бар. Осылардың барлығын сіздер жеке-жеке оқымай, барлығын бір жерден оқисыздар. Курс келесі понедельниктен басталады, 26 мамырдан. Егер сіздер жаңағы постепенно оқимын, бірге сұрақпен істеймін десеңіздер, ол негізі курс 26 мамыр басталады. Бір ай бойы күнде бір сабақтан, 2 сабақтан жібереміз. Ал егер маған дәл қазір керек, мен жұмыстамын уже, маған бірден оқуым керек, түрмен оқып шығамын десеңіздер, онда бірден дос беруге де болады. Басқа группаға қосып беремін. Дерматология бойынша менде жоқ. Мен өзім енді дерматология оқып жүрген адаммын. Мен дерматологияны жақсы көремін. Мен доктор Назгеннен консилиумнан енді оқып жүрмін. Кейде біз группа болады бізде ВОПтарда. Мен мысалы вообще білмеймін деп айта алмаймын. Мен білем, мысалы, ең жиі кездесетін ауруларды білем. Біз сол жерде группада жүрген кезде ВОПтармен иногда талдаймыз. Кейде мен дерматологтардан сұрап беремін. Сол консилиумға жіберіп. Қалай сіздерге жалпы ұнады ма сабақ? Кері байланыс берсеңіздер, немесе неден кейін дайректке жазыңыздар, егер сіздерге эфир пайдалы болған болса. Және курсты алып үлгерем десеңіздер, алып үлгерсеңіздер болады. Бұл баға бізде қайта болмайды. Доступ 1 жыл болады. Үйретіңіз, сосын қатысамыз дей ма? Егер эфир пайдалы болған болса, мысалы, көп адам қатысатын болса, соңына дейін отыратын болса, активный болатын болса, мен мысалы айына 2 рет осылай бір тақырыпты талдаймыз, таңдаймыз да, мысалы анемия деген сияқты ең жиі келетін аурулар, таңдап осылай тікелей эфирде талдауға болады негізі. Сондықтан активный болып, кейін дайректке не жазыңыздар, отзыв жазыңыздар, курс не бойынша, эфир бойынша. Егер көп адамдан сұраныс болса, мен тағы басқа ауруларды да осылай өткізе аламын. Бәрібір тікелей эфирде қызық немен, кері байланыспен бірден. Мына жерде курс туралы ақпарат жазылған.
курстың мақсаты вебтың жұмысын нөлден басып үйрету, ұзақтығы 1 ай, курс форматы онлайн, жалпы видео сабақтар 47. Курс аяқталғаннан кейін осылай сіздер кітапшада барлық аурулар дегенде вебқа келетін аурулар бар. Маған жазсаңыз, мен сізге қазір несін жіберіп беремін, мазмұнын жіберіп беремін кітапшаның. Веб болып істеген жақсы ма дейді. Веб эфирді сақтауға әрекет жасаймын, я. Қарап үлгеріңіздер. Негізі өте көп информация айтылды, кейін оны архивке салып тастаймын. 2 күн бойы тұрады эфир, сол кезде көріп үлгеріңіздер, я, жазып. Веб болған жақсы ма дейді. Мен мысалы веб болғым келмейді деп айтқанмын негізі. Одан кейін қазір мен қуанам, себебі мен егер жұмыс істемеген кезде давлениені бұншалықты түсінбейтін едім. Мысалы егер мен ертең біз бір сабақты өтіп кетеміз, негізі давление, бірақ бізде қанша туыстардың келеді, қанша пациенттер болады, элементар давлениенің өзін. Ал біз қорқамыз дәрі беруге. Неге? Себебі біз түсінбейміз. Біз қорқамыз. Сондықтан ал енді мен жұмыс жасағаннан кейін уже мен әртүрлі ауруларды емдеп, мысалы мен балаларымды мүлдем педиатрға жұмыс істеп үйренгеннен кейін вообще педиатрға апармаймын, антибиотик бермеймін. Мысалы мен ай сайын 10 мың 15 мыңға дәрі алмаймын, себебі мен дәлелді медицина бойынша емдеуді білемін. Өзіме де артық дәрі құртпаймын, бат ал құртпаймын да. Мысалы мен не керек емес түсінемін. Мен ең жиі кездесетін ауруларды емдей аламын да. Енді мен мысалы дерматологияға кетсем, гинекологияға кетсем, хирургия, любойға кете аламын, бірақ мынау менде өмір бойы қалатын 3-4 жылдық практикам маған өмір бойы пайдасы тиеді. Егер мен сразу хирургия, гинекология кетіп қалғанымда, мен мына дәрілерді мен қорқатын едім. Мысалы хирургтарға барып сұрасаңыз білмейтінін. Доза есептеу бар, антибиотик тағайындау бар, рецепт жазу бар, анализ талдау бар. Неге жазсаңыздар, қазір сағат 12-ге дейін менеджер сіздерге толық информация жіберіп береді. Жаңа бір қыздар айтып жатыр ғой, тағы бір үйретсеңіз кейін қатысамыз деп. Қыздар негізі мысалы өте арзан баға курс біріншіден, одан кейін өте көп информация бар. Мынандай информация мынандай баға ешкім бермейді. Бір аурудың өзін 15-20 мыңнан үйретеді, білесіздер ғой, я? Басқа, мысалы, маған көбінесе вебтардан вообще курс оқымаған, көп декретте университеттен кейін келеді, курс алмағандар қымбат деп айтады да. Ал негізі басқа немен салыстырсаңыздар, өте арзан курс. Екіншіден маған көп қыздар жазып жатыр. Қазір 2023-те мен бірінші рет веб курсын жасап шықтым. Одан кейін резидентураға мен дерматология таңдаймын бұйырса. Дерматология мен қазір онлайн оқып жүрмін доктор Назгеннен. Енді көп қыздар жазып жатыр. Мен біреу жамандаған емес, бірақ 2023-те мен бірінші рет шығардым курсты. 24-те өте көбейіп кетті вебтардың курсын оқытатындар, бірақ маған келіп жатыр. Анадан оқыдым, мынадан оқыдым, үйрене алмадым. Маған скидка жазып беріңізші, мен ақшам жоқ уже деп жазады қыздар. Сол үшін қараңыздар. Мен мына эфирді сіздерге проба үшін өтіп бердім, себебі әркімге әртүрлі. Әркімге, мысалы, былай мыжып өткен біреуге ұнамайды. Қысқа нақты айт, маған қызық емес деп айтатындар бар. Маған өзіме осындайлар ұнайды, маған осындай қыздар келеді, осындай мыжып түсіндіргенді жақсы көретін қыздар келеді. Егер сізге дәл осындай информацияны дәл осындай беру форматы ұнаса, онда курсқа келіңіздер. Мысалы, сіз қазір курсты аласыз, 3-4 ай бойы оқып шығасыз, қайта. Мысалы, мына информацияның өзін сіздер қорыту үшін 3-4 күн керек болады. Дәл осылай әр ауруды қорытып аласыздар, сосын жұмысқа шығасыз, сосын маған жазасыз, мен жұмысқа кірдім деп. Солай 1 ай бойы кері байланыс жасаймыз, сосын айлық алған кезде айлық алдым деп бөлсеңіз тағы бұйырса. Рахмет барлығыңызға, соңына дейін отырғандарға. Өте активный болды бүгін. Егер ұнаған болса, маған отзыв жазсаңыздар, егер дайректке немесе парақшаға белгілеп қойсаңыздар, тағы да басқа сұраныс бойынша басқа да нелерді жасаймын. Басқа да ауруларға эфир жасаймын. Барлығыңызға рахмет. Мен қазір нелерді скриншот жасап алайын. Кодовый сөз сенімді веб. Сау болыңыздар.